Муслим 08 авторитет болмай қалған ба бұлар? Жоқ, мәселе авторитетте емес, ол мен Муслим 08-ді өзім сыйлаймын, өзі жақсы брат қой, бірақ просто керек емес та бұл. Вот видишь, енді көріп отырсың ғой, манипуляция жасап жеке басқа өтіп отыр, дұрыс па? Короче, дұрыс па, дұрыс емес па? давай басқа, иә, ол Давай, просто бір-бірлеріңе уже, өтеміз. бір-бірлеріңе просто істеп кеткенсіңдер, беттерің ашылып кеткен ғой, содан кейін ғой, тастаңдаршы құрсын. Енді Абайды жоққа шығарып жүрген адамды зачем маған? В смысле Абайды жоққа шығарып? Абайды немене қалай? Енді Абайдың өлеңі, Абайдың бізге несі керек? Ол қазақтың бас ақыны. Оның ана 3 қана шумағын айтып, қалған 7 шумағын Ақылтай өзі ойдан құрап жазып алған деп жүрген адам да бұл. Абайдың етегінен ұстап, мұсылман ғой. Енді ол, бірақ бас тартады ол білмей қалу, жоқ, енді ол білмей қалу проблема емес қой Абайдың өлеңдері. Қара, білмей қалсам, мен шатасып отырсам, мен деген ойбай бірінші ізденіп барып сөз сөйлеймін да, а бұл менімен бәске келеді. Одан кейін кешірім сұрамай кетіп қалады. 2 айдан кейін кешірім сұрап келеді ит ол. Жоқ, айтты ғой, одан кейін мен көрдім ғой, айтты ғой, мен білмей қалыппын, мен басқа шумақтар бар екен, білмей қалыппын деп айтты ғой, ол айтқан нәрсесін қайтадан айтты, не керек бар? 2 айдан кейін келіп па, Даржан? Енді ізденген, значит, көз жеткен, кітаптарды оқыған, тапқан. Мен оған өз көзінше 40-шы жылдарға, ана 70-шы жылдарға, 90-шы жылдарға кітаптарын алып келіп тұрып көрсеткенде, міз бақпай, бетін тілсен қан шықпай отырып алған адам еді ол. Сол үшін бетсіз ол. Сенді қанша айдан кейін болсын, 5 айдан кейін болсын, 1 жылдан кейін болсын, әйтеуір мойындады ғой, болды ғой, бар екенін мойындады ол шумақтарын. Ол мойындамай вообще кетіп қалса екен, айт онда қазір. Мойындады, болды ғой, тасташы енді оны. Ол кезде Даржан былай болған ғой просто. Абай, мен көрдім оны, мен оны көрдім, Ақылтай, оны көрдім. Ислам туралы айтқан бір бәле деген әңгімеден шықты ғой сол. Мен білем, оны көрдім, ол тем более Абайдың жас кезіндегі жазған өлеңдері ғой. Сезімге беріліп, ол проблем емес қой, ол ақындардың бәрінде бар нәрсе ол. Тұра тұр, жас кезінде дедің ба? Сезімге беріліп жазған өлеңдері ғой құрсын. Жас кезінде дедің ғой, иә? Қанша жасқа дейін жас деп ойлайсың сен? 45 қара сөзін қай кезден жазып бастады? 45 қара сөзінде уже ақыл тоқтатып, уже преклон возрастқа келіп. Адамның қай жасын жас кез деп ойлайсың, Даржан? Еркек адам 40 жасында да жас бола береді, ол бір конкретный бір биологиялық жаспен белгіленбейді, ол қаралмайды оған. Ол ақылына байланысты, даналығына байланысты ол. Жас кез деп айтамайсың ғой енді. Адам 40-қа дейін жас болып жүре береді ғой, түк білмей, данасыз. Енді санайық, давай. Анау өлеңін 1889 жылғы жазғанда. 1889? Иә. 44 жасында жазған екен сонда. Иә. Даржан, бір минут сөйлесек бола ма? Только андай бір лишний өтпеш кім? Ондай айтпаймын. Мен бірақ ойым жеткізіп жіберейін, мен неге өйтіп сөйлейтінімді. 1 минут маған сөз бер. Қарашы? Давай. Рахмет. Даржан, қара. Бірінші болай істеген рас па, рас. Екіншіден, бұмен біз ел құсап сөйлесе аламыз ба? Бұл семен нормально сөйлеседі да, жарайды. Бізбен басқа мұсылмандармен аузына келгенін айтып, пайғамбарын анандай, дінін мынандай деп көрінген нәрсеге тиіседі мұсылмандарды кіргізіп алып, дұрыс па? Мысалы, қалай жамандады? Мен алдында Билал радиаллаху кімнің пайғамбардың құлы болған, анау болған, мынау талай нәрсе тиісіп жүрсің ғой. Сен мысалға қара, анау нунға байланысты, саған қанша рет айтылды оған байланысты. Сенің ниетің ақиқат іздеу емес қой, Құлтай. Сенің ниетің, тоқта мен сөйлеп бітейін, мен уақыт алдым. Құлтай деген менің фамилиям ғой, атамның атын не үшін айтып отырсың? Сенің ниетің ардақ, сенің ниетің ақиқат іздеу емес қой. Сенің ниетің біреу, мен үлкейтіп жүр, мен сөйлеп алайын, сосын осы сөйлейді. Или андай 5 минуттан бері, Даржан 3 минуттан бері болмаса. Уақыт қойып жібер, егер бөле беретін болса, мен сөйлейін. Қара, ардақ, сенің ниетің ақиқат іздеу емес. Қалай жамандадым айтсашы, қазір қойып берем саған. Бірінші, сенің ниетің ақиқат іздеу емес. Обосновать етші осы сөзіңе. Екіншіден, обосновать етші. мен талай ұстаздар, мысалы, ана Дулат Бабар. Жақтым күйеу болып отыр ғой. Ұстаздар, мен сөйлеп алсам бола ма, Даржан? Сен жала жаппай, обосновать етсейші оны. Қонағына 1 минут бізге сөйлеуге мүмкіншілік бере ма? Жоқ, сонда жала жауып отыра бересің ба, жарайды, өзің біл жалаңды. Айтасың ғой,
мен қазір сөйлеп алайын, кешке болмаса ондама бір уақыт қой, мен саған бүкіл дәлелімен сен қандай жала жауып жүрсің исламға полный қойып беремін мен саған. Мен сендердің не эфирлерін запись жасамай жүр деп ойлап жүрсіңдер ма, алаяқтар? Сендер қашанғы исламға жала жабуды қоясыңдар сендер? Даржан, мен сөйлеп алайын, мен бөлмей тұра тұрсын, мен ойым жеткізіп жіберейін. Біріншіден қара Даржан. Құдай жоқ деп эфир ашып мазақтап жүрген біз емес та. Осылар Құдай жоқ деп, сен атеистсің ба? Атеизмді айтып жүрсей, ғылым білімді айт. Шығарып атқан тастарың жоқ. Келесіңдерді біреудің дініне, біреудің наным сеніне тисесіңдер сендер. Бәлем бәрін өздерін бастайсыңдар. Зачем сендер онда рөл ойнайсыңдар? Одан кейін сендердің эфирлеріне талай қарапайым мұсылмандар кіріп, бауырым мынау былай деп айтқан кезде сендер қаншама оларды мазақ қылып, қаншама олардың абыройын түсіріп, сендердің діндерің мынандай, пайғамбарың педофил деп өтірік жала жауып атсыңдар. Рас па, рас ол? Біздің пайғамбар Мұхаммед с.а.в. ешқандай педофил емес. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Аллаға шүкір фатуасы тұр. Бірақ оны алғыларың келмейді сендердің. Өйткені сендер пайғамбарға жала жапқыларың келеді та сендердікі. Дұрыс емес. Сен конкретно кел, болмаса алдында Нұржан ұстаз да келді, адам секілді, өзің келдің да басынан бастап тиістің о кісіге. Анау, мынау деп, зачем ондай провокация жасайсың сен? Ақыры ниетін ақиқат іздеу ма? Конкретно отыр, давай видео подкаст жасайық, компьютер бәрін алып тастайық та, мен сендерге подкаст студия мен өзім-ақ көтеріп берем. Жігітше, анау ысқағым бар, тышқағым бар, бәрін кендер ұйымдастырайық, жігітше, егер істегіш болып баратсыңдар. Зачем сендер отырып мұсылмандар жамандайсыңдар, не таптыңдар? Ал айтып атсыңдар ғылым білім, не істедіңдер осы уақытқа дейін? Каспий голдтарын жас қойып, ақша жинап жүргеннен басқа ештеңке істеп атқан жоқсыңдар сендер. Еще кеп ренжисіңдер мұсылмандар бүйтіп айтсын. Рас қой, рас нәрсе, өзің ақшаға алдында 20 мың теңгеге оны істеген өтірік емес сенің. Сен мына жақта мұсылмандар жамандайсың да отырып алып, бірақ өзің туған ағаң имам да, сен талай мұсылманға көтіңді жуып тоңқайып жүре бересің дейсің. Онда сенің ағаң да көтін жуып тоңқайып жүрген адам ба? Сен бізді сыйламасаң да, өзіңнің ағаңды сыйласай, сен ертең ағамен бір дастарханда отырасың ғой сен. Ардақ, еще кеп бізден сыйластық күтін келеді. Сыйластық алғың келе ма? Дұрыс жүр сен барлық жерде. Дұрыс жүр. Біз сыйлаймыз. Артық кеткен жеріміз болса кешірімдер сұраймыз. Проблема жоқ оны. Тоқта енді. Абайға қатысты айтайын. Абайға екеуміз сөйлескен кезде менде сет қатқан, сен маған тастың басында көрсеткен жоқсың, өйтіп жала жаппа сен маған. Екіншіден, мен маған көрсеткен ақпарат. Онда не үшін кешірім сұрап жүрсің онда келіп ұятсыз. Мен әкеп көрсеткен ақпаратты мен алдында саған көрсетіп атқан сет қайтып қатқан. Сен маған ешқандай басқа ақпарат көрсеткен жоқсың, өйтіп жала жаппа сен. Мен сенен кешірім сұрағаным, сен секілді ақымақты Нұржан ұстаздың алдына әкеп, тізетін бүктіріп, сенің надан екенді көрсету үшін мен кешірім сұрадым. Аллах куә, тағы да сондай шанс келсе, мен сенің алдынан кешірім сұрап, тура басқа ұстаздың алдына әкеп берем керек болатын болса. Алла үшін мен оны істеуге дайынмын. Ал сенде қасиетті де қастерлі ештеңке жоқ сен атеистерде. Какой тебе дәстүр? Сен үшін дәстүр деген вообще ештеңке де емес қой ол. Жоқ нәрсе ғой сен үшін. Сен дәстүрмен өмір сүрмейсің да ғой, на то пошло. Какой дәстүр атеист үшін, который өзін маймылдан, жануардан тарадық деген адам үшін, какой дәстүр саған? Не айтып атсың сен? Сөйлеген сайра тілінді. Бір келді. Ал, мені үлкейте қой, біз де сахнаға шығып сөйлейік. Давай. Ал. Мынадан бастады да шығарып жатқан тастарың жоқ дей ма? Сендер қай тасты айтып отырсыңдар? Қара тасты айтып отырсыңдар ма? Оны сендер шығарған жоқсыңдар ғой? Не қуып жүрсіңдер вообще? Тасы не істі? PDF деп бірдеңе дейсің да? PDF дейсің да? Біреуді. Оны айтып жүрген 9 жаста, 6 жаста атастырылған, 9 жаста алған деп Сахих Бұхари, Сахих Муслим бүкілі айтып жүр оны. Сенің ана қайтып болып кеткен Бауыржан Әлиұлы деген ұстазыңды айтып жүр оны. Сосын сен айтасың, ойбай сайтта пәтуа тұр ғой дейсің. Қайдағы пәтуа ол? Мұнара деген газеттен алған мақала жай ғана. Ешбір дәлелсіз сөйлей салған бір мақаласын пәтуа деп оттап отырсың да Муслим. Жігіт болсаң осы жерде, барда сайтынан пәтуа бөлімнен пәтуа дегенді алып кел маған. Алып келемайсың ба? Сен жігіт емес, мігітсің онда. Ары қарай кеттік. Подкаст дейсің.
көке, қазір саған мынадай өркениет, ғылым, білім арқасында осылай дәл жаныңда отырғандай, тамаша естілетіндей мүмкіндік беріп отыр. Сендер сияқты ойбай 7-ші ғасыр басқа ғасырға кетпей, жаңашыл қоғамда жаңа мүмкіндікті, осы игілікті қолданып сөйлесу мүмкіндігін алып отырсың. Сен болсаң біреуге ақша төлейім дейсің ба, бүйтем дейсің ба, сөйтіп. Сенде ақша көп шығар. Бірақ оны еш ақша жаратпай-ақ, оны керісінше игілікке, жақсылыққа жұмсаудың орнына, сен атеистермен қырылу үшін ақша төлегің келеді да. Барда соны қайырымдылыққа жұмса онда. Ел болудың жолына жұмса сол ақшаңды. Одан кейін Каспий голд дейсің, көке. Ешбір не даст соврать, Даржан, сендердің мешіттеріңде қайыр жинау, садақа жинау жәшіктері де болмау керек екенін білесіңдер ма? Ол бидғат екенін білесіңдер ма? Бұл бір. Екіншіден, Құран оқып, немесе осы эфирде отырып Каспийін жариялап қойған адамдар сен үшін де сонда қайыршы бола ма? Сен бізге келгенде қайыршы деп аузыңнан ақ ит кіріп көк ит шығады екен. Бірақ сен өзгелерге келгенде қайыршы деп айтпайды екенсің. Не деген 200-лік мынау? Мынау 200-лік деген сайтанның сипаттарының бірі. Одан кейін ағама келіп тиісесің. Ағам анау харам, мынау дәстүріңді алмайым, бүйтпеймін, сөйтпеймін деп жүрген жоқ, сендер сияқты қуып жүрген жоқ. Одан кейін дәстүр атеистер үшін ештеңе емес дейсің. Көке, дәстүр қазақпыз біз. Атеизм қазақты жоққа шығармайды, ұлтты жоққа шығармайды. Ұлттың болмысын атеист ешбір дінсіз, ешбір келген идеологиясыз-ақ өз-ақ түсінеді. Ал өзің соны жоққа шығарып жүрсің сен қазір. Жамандайсыңдар сендер. Әрбір қазақтың дәстүрін жоққа шығарып, ойбай шариғатымызға сай келбесе оны алып тастаймыз деп боратасыңдар әңгімелеріңді біледі. Тимеңдер біздің дәстүрге. Сендер емес біздің дәстүрді анау екен, мынау екен деп айтатын. Өзгенің идеологиясына еріп кетіп, енді келіп дәстүрді айтасыңдар бізге. Анау жаман, мынау жаман деп. Бір кездер 2000 жылдардың басында сендер емес пе шыққан? Осы діншілер, ойбай, бет ашарда болмайды, немене бас июге болмайды, келін сәлем салуы болмайды, тек Құдайға ғана бүйтіп бас ию керек. Түзесеңдер, ұстаздарыңды түземейсіңдер ма? Ұстаздарыңның сөзін түзеңдер бар. Тоқташ. Сосын Даржан, 5 минуттан қойып жібер, мен сөйлеп бітейін, мен жауап берейін бауырлар өзіме. Болды, мен қойып жібер, мен жауап берейін. Болды, тыңдап кетеді, дальше мен қой. Или 5 минуттан қой, Даржан. Давай, сөйле. Ол тыңда енді, сайра бұлбұл, тыңда, қара. Какой тас? Мен саған тас дегенде бір саған Кабада қарап тастайды жатқан жоқпын ғой, сенің дымын істеп жатқан түгін жоқ, бос әңгіме деп жатырмын біріншіден. Екіншіден, насчет сахих. Еще сахих десе, сен тек қана бір ғана сахихты аласың ба, соған қарамас сахих те бар да. Одан кейін екінші мәселе. Мен саған бір жерде тұрған брошюраны әкеп жатқан жоқпын. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің официальный сайты бар. Сол сайтта осыған байланысты үлкен ауқымды зерттеу жүргізілген. Соған байланысты жауап берілген. Сен ол саланың маманы емессің ба? Уалят долин дегенді уалят далин деп шайып жүре бер. Үшінші мәселе. Сосын ислам, қазір мен айтам. Подкаст мәселесіне мен не айтып тұрмын? Біз бұлай онлайн ешқашан нәтижеге жетпейсіңдер, ше? Ешкім осы уақытқа дейін ешкім атеистің басқа болып кеткен жоқ, мұсылман атеист болып кеткен жоқ та. Келесіңдер, шаясыңдар, эфирден қашудың амалын жасайсыңдар, сөйтесіңдер. Сендерге әдем Нұржан ұстаз келді, өзің бастадың әкірендеп, сәкірендеп ше. Зачем ондай? Одан кейін қол алдында газ телефон, компьютер анамын отырып, ізденесіңдер де отыра бересіңдер, өтірік нәрселерді әкеп ше. Одан да бір үлкен залда алайық, как цивилизованный. Сен айтып жатсың, заман дамыған ғой, онлайн жасақ. Сол дамып кеткен Европаның өзінде де диспут кәдімгі үлкен неде жасалынады, залда жасалынады, үлкен университеттердің ішінде әлі күнге дейін. То же самый. Біз камера қояйық, салауатты, саламатты түрде, сен Құдай жоқ екенін таза дәлелмен алып кел, біз Құдай бар екенін алып кел, осындай салауатты диспут жасайық деп айтып жатырмын мен саған. Сосын насчет қайырымдылыққа байланысты, Аллаға шүкір, мұсылмандар қайырымдылықтың төбесін жасап жатыр. Біз альхамдулилля өзіміз жиналып, осы уақытқа дейін күллі осы Қазақстандағы мұсылмандар алдыңғы қатарда бәрі абсолютно мұсылмандар. Қайырымдылықтың басында жүргенде мұсылмандар, спорттың алдында жүргенде мұсылмандар, ғылым білімге еңбек сіңіріп жүргенде мұсылмандар. Сосын насчет Каспий голд, дұрыс айтасың,
мен ондайды қолдамаймын. Әркім өз еңбегімен қаражат табуы керек. Бірақ мынаны ұмытпа да, мұсылман адам Құран оқып жатқан кезде атеизмді жамандап отқан жоқ сен секілді. Сен исламды жамандап отырып ақша тауып жатсың. Бұл екі бөлек мәселе. Сосын насчет дәстүр, атеист адам үшін қасиетті деген нәрсе ұғым жоқ. Сендер шала-пұла атеистсіңдер да. Ал атеист деген кім? Атеист ақылды жоққа шығаратын детерминистер олар. То есть болып жатқан іс-әрекеттің барлығы ол просто іс-әрекет қана, сен үшін ешқандай қасиетті, қастерлі дымы жоқ ол нәрсенің. Сол үшін сен мұсылман адамдарға жала жаппа. Мықтысың ба? Білімін тасып баратыр ма, қазаққа шынай жанашырсың ба, онда соны ісімен көрсет. Отырып алып эфирде мұсылмандар жамандама. Ақыр ғылым білім деп сайрадың ба, отыр да эфир ашта, мен сен давай бәріміз не болайық, осыған куә болайық. Эфир ашта бір ай бойы ғылым жайлы сөйлесші. Сен сөйлесе алмайсың ғылым жайлы, бір ай бойы исламды қозғамай сөйлемейсіңдер сендер. Сендердің эфирлерің тек қана исламды, мұсылмандарды жамандау болды. Сосын сен жаңа ағанды айтып жатсың ғой, сен қарашы, өзіне 200-лік емес па? Мына жерде отырып алып мұсылмандармен қырласың, который саған ештеңке деп айтқан жоқ. Одан кейін барып өзінің ағанмен, который муфтиятта жұмыс істеп жатқан, который салт дәстүрді қолдайтын, мен де сол муфтият не айтады сонымен өмір сүріп жүрген адамның бірімін мен. А сен бұл жердегі тұлғалық шабуылды маған жасайсың да, өзің ағаны неге жасамайсың? Кім айтты мен саған салт дәстүрді біз жоққа шығарады деп? Кім айтты? Муфтияттың бір фатуа жинағынан алып келші, муфтият мынау салт дәстүрді жоққа шығарып жатыр деп. Беташар жасауға болады, домбыра тартамыз, Аллаға шүкір. Сендер неге мұсылмандарға жала жабасыңдар сендер? Өздерін жөндесеңдер. Сосын қара, мен соңғы ойымды айтам. Біз неге атеизмге қарсымыз? Біз атеист боласын, пантеист боласын ба, каратарист боласын ба, өз еркін. Бірақ біздің қорқатынымыз, қазақ атам айтпақшы, Құдайдан қорықпағаннан қорқ дейді. Міне соңғы батыстың жаңалығын қара. Қандай атеист айуандардың Эпштейннің аралында істеп жатқан істерін қара. Біз осындайдан қорқамыз. Біздің бала шағамызға сендер секілді атеистерден, атеизмнің салдарынан осындай Эпштейн секілді айуандар біздің елге де келе ма деп қорқамыз. Сен өзің айтқансың, гомосексуализмді нормально дегенсің. Мен сендер секілді азғындардан қорқам. Вот проблема осыда. Біз неге қарсымыз? Біз азғындыққа қарсымыз. Біз адамилықты сақтап қалайық. Біз қазақилығымызды сақтап қалайық. Біз тілімізді, дінімізді, ділімізді сақтап қалайық деп шырылдап жүрсек, а сендер өтірік просто сөзбен алдап адамдарды адастырып жатсыңдар. Мықтысың ба? Давай дебаттың төресін жасайық. Үлкен зал алайық, на топ ашылышайық, бәріміз жиналып. Келіңдер, мықты болсаңдар, сөйлесетін адам жетеді сендермен. Өтірік жанашыр болмай-ақ қойыңдар, өйтіп қазаққа керек емес. Ондай атеизм тықпалап. Сайра енді бұл. Жақсы. Былай да, әр сөзіңде қалт-құлт етіп тұрған аргумент, якобы псевдо-аргументтер да. Мысалға, Эпштейнді айтасың да. Эпштейн, Құдайға сенген адам не қыл дейсің маған? Дейіз ол. Одан кейін, қазақтың Құдайдан қорықпағаннан қорық деген сөзін сен қалай түсініп жүргеніңді білмеймін, бірақ ағартушылығын болсын, түсіндіріп берейін. Адам өзінің ең құнды нәрсесі не деп санайды, сонымен ант етсе, сонымен жүрем деп, бірақ сол жолдан қорықпай, қылмыс жасаса, қарабет болып өсек айтса, өтірік айтса, міне, сол Құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Егер мен анамның ақ сүті деп, анамның сөзін өзін сыйламай, өтірік айтсам, мен үшін сол сендердің Құдай сияқты абсолют түсініктерің. Бұл жерде абсолют түсінікті айтып отыр, көке, сенің құндылығыңды айтып отыр. Одан кейін, азғындық дейсің да, көке, сонда өзген елін маған Құдай осылай айтты екен деп, өлтіріп, зорлап, жыныстық қатынасқа Құдай рұқсат етті деп түсіп, әкесін, бауырларын өлтіріп, олармен жыныстық қатынасқа түсу, сонда ол азғындық емес пе? Ешқандай да некесіз күң әйелмен жыныстық қатынасқа түсу сен үшін рұқсат еткен Құдай. А мен үшін ол дұрыс емес. Мен гуманизмді айтам. Біздің гуманизм әлемінде ол ойбай халықаралық құқық деңгейінде тіпті соғыс жағдайында тұтқындарды зорлауға, қорлауға болады, жизя төлетуге болады. Оставаясь униженным деп. Құдай айтты екен деп, сендер өздеріңнің азғындықтарыңды сонда көрмейсіңдер ма? Әлде просто біз оны азғындық деп атамаймыз деп айтасыңдар ма? Сөйтіп сытылып кетесіңдер ма? Одан кейін, нағыз азғындық осы. Одан кейін, пәтуа бөлімінен тауып беретініңді тауып бере ғой қазір.
пәтуа бөлімінен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан ешқандай да Айша 9 жаста болған деген әңгіме жоқ. Бетің айтайын. Сен ана Мұнара газетінен алынған бір мақала сымақ бір бәлені, ешкімге сүйенбеген, ештеңеге дәлелі жоқ нәрсені алып келсең, онда сен Сахих Бұхариді жоққа шығар. Суннизмде отырып алып. Сен Ахли Сунна уа жамағат түгел мойындайтын нәрсені сен қазір 21 ғасырда мойындамай қапсың. Муслимді жоққа шығар. Екеуі де мына ислам әлеміндегі Құраннан кейін ең достоверный кітап. Егер сен соны қабылдамайтын болсаң, ол сенің проблемаң. Одан кейін не дейсің тағы да? Қасиетті ұғым сендерде жоқ, пәлен түген, оның мистификациясын алып тастады, ол мен үшін құрметті, зор, құндылық деп түсінсең, сол саған қасиет бола алады. Не саған, анаң сонда қасиетті емес па? Мен үшін анам қасиетті. Несімен қасиетті? Ол бір құдайдан, анадан, мынадан емес ол. Бар болуымен, ана атанғанымен, маған деген ана сүтімен емізіп, адам қылғанымен қасиетті. Білмеймін, сендерде қасиет деген мистификациясы, сендерде сонда қасиетті деп оқпайтын болсаңдар, өздерің білесіңдер онда. Сосын, ағаң дейсің мысалға. Ағам, ештеңе демей отырған саған, мұсылмандарға бірдеңе дейсің, пәлен түген 200-лік емес пе дейсің. Маған келіп, мұсылмандар Шоқан деген қазақтың ғұлама ғалымын сендер мойындамай, әйтеуір бір мұртты қазақ қой деп жүрген осы мұсылмандар менің эфиріме келіп. Абайды айтады, Абайдың етегінен ұстайды, Абайды 7 шумағын өзің жоққа шығарып, Ақылтай өзі жазған деп алып, жарты сағат бойы ана юристпен сөйлесіп, Ақылтайды сотқа береміз дегенің қалай кетті? Содан кетті сен сол оқиғаңа, мен интернетім нашар болып қапты деп, өтірік кешірім сұрапсың. Сен деген өтірік шекенсің ғой. Бұл нағыз сайтанның қылығы ғой, өтірік айту. Құдайдың атымен өтірік айтып, Құдайға сонда өтірік айтып, жағынам деп ойлайсың ба? Ал? Онда, енді қара, последний бір аргумент. Сендер айтасыңдар, анау зауыт ашып атқан мұсылман, мектеп ашып атқан мұсылман, анау жеңіп келіп жатқан мұсылман. Сен сонда біреу чемпионаттан, олимпиададан біреу жеңіп келіп жатса, сен соның қазақ екен деп қуанбай, мұсылман екен деп қуанатын болғансыңдар ма сонда? Чемпионның сен сонда дінен сұрап жүресің ба? Ал бүгін олимпиададан жеңді ал бүгін түнде. Ал мұсылмандығын көрші ал. Ал мұсылман емес ал, сонда не ол саған? Құндылық емес па ол саған? Қазақстанға алып келіп жатқан дүние емес па ол саған? Тарихи жағдай емес па ол саған? Не деген адамсыңдар сендер? Олимпиада, спорт, түк исламға түк қатысы жоқ нәрседен, сендер анау олимпиададан жеңсе, ол мұсылман болса бітті, өздеріңе в копилку жазып қоясыңдар. Ұятсыздық емес па? Ал жауап бер. Жоқ, мәселе ода емес, Ақылтай просто атеистік мұсылмандардан ешнәрсе шықпайды дегенге айтып отқаны ғой. Бар да, мұсылмандардың ішінде де бар. Айтамыз, болды, үлкейтіп жібер, сөйлеп жүрейік. Иншалла, осыдан бастап жүрейік. Біріншіден, бұл мәселені біз мұсылмандар істеп жатыр деген біз айтқан жоқпыз. Мұсылмандар айтпай-ақ істейді, істеп жүргендер жетеді. Талай, сен көрмей жүргенде. Тұра тұр, жаңа ғана өзің айттың ғой, мұсылмандар істеп жатыр бәрінде. Тоқта, айтам, күте тұр, тоқта, асықпа, мен сен бөлген жоқпын. Бөлінуді бірінші бастаған өздерін. Қаны мұсылмандар не істеп жатыр? Қаны мұсылмандар ғылыммен айналысып жатыр ма? Қаны олар көттерін жуып тоңқаюдан басқа тас демейді деп жала жауып жүрген сендер едіңсіңдер, біз емес. Придется содан кейін енді көрсету керек та, міне, мұсылмандар істеп жатыр. Одан кейін біз істесек, міндетсін істеп жатқан жоқ біз. Біз Алла үшін істейміз біріншіден. Бұл бірінші мәселе. Екінші, жоғарыдан төмен қарай сенің сөздерін бәрін талдайық. Қара, біз мұсылман адамды бәрін идеал деп айтпаймыз. Мұсылман адам күнә жасайды, Мұсылман адам қателесуші, Мұсылман адам арақ ішуі мүмкін, келсем. Бірақ біздің ұстанып жүрген ұстанымымыз әдемі да, біздің ұстанып жүрген ұстанымымыз таза да, кім? Ардақ. Сендер бізге тисе беріңдер, проблема жоқ. Бірақ неге сен мен дініме тисесің? Неге сен араб тілінде білмейтін, ешқандай діннен ноль сауатың жоқ адам болып, сен хадиске, Құранға не үшін кіресің біріншіден? Екіншіден, сен егер мұсылманмен адам қарсы бір дебатта бір қарсы тараппен сөйлесіп жатқан кезде,
Сен өзің қабылдамайтын дәлелді қарсы тарапқа алып келу бұл абсурд, таза надаңның ісі. Сен атеист болып, қалай сен Құраннан біреуге дәлел алып келесің сен? Бұл сенің әлсіз позицияда адам екендігіне дәлелді. Сосын бізде, біреу күнә істесе, біреу қателік жасаса, бір минус жіберсе, бізде запрет бар оған. Біздің дінімізде, сен атеизм көзқарасында жүрсең, мен исламдамын. Бізде Аллаға шүкір запрет бар. Сенде запрет жоқ та ол. Сенде запрет жоқ. Сенде өтірік айтуға запрет бар ма? Жоқ. Сенде адам өлтіруге запрет бар ма? Жоқ. Бірінші, екінші дүниежүзілік соғыс, Сталин, Ленин, қазақтың заманына қайтайық, қазақтың даласына. Бірінші, екінші аштықтың кесірі кімнің кесірінен болды? Құдайға сенетіндердің ба? Жоқ. Атеизмді ұстанған атеистердің кесірінен болды. Қазақта 4 миллион мен 6 миллион қазақты қырған кім еді? Атеистер ма? Атеистер. Құдайға сенетіндер қырған жоқ қазақтың даласын келіп. Бірінші ғасырдан бастап 2008 жылға дейінгі Англия университетін зерттеу бар, есіме шығып тұр. Сол зерттеуде атеистер, антитеистер бір ғасырдың ішінде 152 миллион адамды қырып жіберген. Ол шетай сол аралықта бүкіл діни қатысы бар соғыстардың бәрін жинасанда ол адамдардың саны жетпейді. Сендер бейбіт уақытта геноцид, атеистер бейбіт уақытта геноцид жасап жүрді адамдарға. Қазақ Лениннің уақытында Ташкент жерінен айырылдық. Кімнің кесірінен ол? Құдайға сенетін ба? Жоқ. Атеистердің кесірінен етін. Орынбор не үшін айырып қалдық біз? Сталиннің кесірінен айырып қалдық. Сендер айтып жүрген Алаш зиялыларын қырған кім еді? Алаш зиялыларын қырған сендердің бауырларың еді ғой, атеист. Неге оны айтпайсыңдар? 25 мың ұлт өз алдымызға автономия құрамыз, еркін боламыз деген 25 мың қазақтың вундеркинг ғалымдарын, алдыңғысы 9-11 тіл білетін ғалымдарын қырып тастаған кім еді? 100 мыңның жер аударған кім еді? Атеистер. Неге біз Құдайдан қорықпағаннан қорқып дейміз? Өйткені ол адамның шекарасы жоқ. Ол адамда мынау обал болады, мынау сауап болады деген жоқ қой сендерде. Мынау харам, мынау халал деген жоқ қой сенде. Сен прагматизм, өзіне не пайда, соны істей бересіңдер сендер. Болды, енді қара, насчет 9 жас. Білмесен, Гуглда ашта оқы. Муфтият деді жаз 9 жас Айша деп бәрі шығады саған. Сен үйтіп жала жаппа мұсылмандарға. Неге сен жала жабасың? Сендер өздерің кім? Ардақ, дұрысшы сендерге ешқандай әңгіме жоқ қой. Біздің дінде зорлық жоқ. Сен атеист боласың ба? Сен пантеист боласың ба? Өз еркін. Бірақ неге сен мен дініме тиісесің сен? Неге тиісесің? Сосын сен айтасың арыз жаз. Мен арыз жаз десем, ұлттық мүддеге байланысты жазам. Ал сен өзіңнің қазақ бауырыңды өзін ашуландырып, сені боқтаған үшін арыз жаз, заявление жазып жүрген адамсың да, сен боқтаған үшін көтере алмай. Сендер біздің артымыздан ауыздарына келгендерін айтып жүрсіңдер ғой. Арыз жазбай, бауырымыз ау деп ол сабыр қылып жүр та. Кеп жылай бермесей сен. Сен ғылыммен айналыс. Сен біліммен айналыс. Сен қазақтың көзіне, сен журналистсің ғой. Сен журналист деген барлық нәрсеге объективті қарайды. Сендер өздерін айтасыңдар, мұсылмандар черри пикингпен, таза черри пикингпен сендер ғой айналысып жүрген. Таза софистикамен айналысып жүрген сендер ғой. Бұрмала, бар нәрсені. Сен не, бір ғана хадисті аласың ба? Басқа хадис жоқ па? Басқа онымен салыстыратын тарихи факт, аргумент жоқ па? Қарамайсың ба оған? Сосын сен тарихқа сенетін болғансың ба, Ардақ? Сөйле енді давай. Бастыдан бастайық, 9 жастан басқа хадис жоқ, прикинь. Өле қал. Хоть убейся деген әңгіме да енді бұл жерде. Басқа хадис жоқ. 9 жас деп айтылады, болды. Басқа ең негізгі иснады толы хадистерде тек қана 9 жас аталады. Ардақ, бірден айтып жіберейінші. Бағана сен негізі 9 жас деген таппайсың деп айтып жібергенсің өзің негізі. Қарама-қарсы сөйле. Өзіне өзің қарама-қарсы сөйлеме деймін. Сен бағана бүйтіп айтқансың, 9 жас деген хадис таппайсың деп сөйлегенсің. Бағана ма, қазір ма? Бағана осы мен сөйлегеннің алдында Даржан шығарады ертең Құдай қаласа. 9 жас деген таппайсың деп өзің айтқансың, енді қарама-қарсы сөйлеп қойма өзіне. Менің айтқым келгенін түсініп отырсың ғой жалпы. 9 жас деп қана келеді, Одан басқасын таппайсың, басқа жасты таппайсың. Түсініп отырсың ба? Ең сенімді риуаятты... Муфтияттан алып келейін ба? Муфтияттан алып келейін ба қазір? Муфтияттың сайтын аш дедің, муфтият 9 жас деп жаз дедің. Мен жаздым, сөйтсем
былай жазылып тұр. Негізінде қыз балалар 9 жастан, ол балалар 12 жастан өтіп балиғат жасына жетеді деп тұр. Балиғат жасы қалай анықталады? 2022 жыл 21 қыркүйек. Муфтият сайты. Ал, енді сен ана Сталин, анау мынау бір бәле дедің да жаңағы. Былай да енді. Көке, ол бізге Сталин үлгімеді. Ол оның жолында жүретін сунна ретінде қарайтын біздің адам ба. Біз Сталиннің жолын қойық, коммунист болайық, соның атеизм жолын қойық деп жүрміз бе? Көке, сендерде ғой наоборот. Сендерде ғой сунна деген. Үлгі қылатын сендер ғой. Біз емес. Одан кейін сендерде адам өлтіруге запрет жоқ дейсіңдер да. Атеистерде адам өлтіруге запрет бар ма жоқ па, сонымен сендер айтасыңдар ғой, бір қоғамда андай болса соны қабылдайды, бір қоғамда андай болса соны қабылдап кетесіңдер деп. Өздерің айтып аласыңдар, бір мойындап аласыңдар, бірақ запрет жоқ деп тағы қуасыңдар да. Адам өлтіруге запрет бар, мә саған заң, мә саған конституция, тақияңа тар кеп тұр ма? Ал осыны. Одан кейін 9 жастан басқа хадис жоқ дегенді айттық. Мен қазір ізденіп отырсам, Муслиммен, Бухариден, тағы кімнен, ең негізгі деген 6 сунаннан, соның бәрін отырып тауып берсем 30-дан асады. 9 жас дейді. Сонда Әбу Ханифа, соны сен білген нәрсені білмей қалып, ойбай 9 жасқа жетпесе де оны уәлиі некеге міндеттей алады, главное жыныстық қатынасқа да төссе болды деп тұра ма сонда? Бекер айтып тұрма сонда осы сөзді Әбу Ханифа? Не қуған адамсыңдар, осыны кішкене. Сосын сен былай дейсің да, қаралайсың, мұсылмандарға тиісесің. Мен ешқашан мұсылмандарға тиіспеймін. Ешқашан. Өтің жарылып кетсе де осы. Мұсылмандарға тиісуден сендердің құдайларың сақтасын. Менің айтатыным доктрина. Сунна жолы, үлгі қылатын жол. Демек, не үлгі қылады? Енді сен жаңа айттың, үйбай, пәлен түген, соғысқан бүйткен, атеистер қаншама миллион адамды өлтірген, бір бәле. Жихад деген исламмен келген жоқ па? Христианиндер емес па? Дін үшін крест жорықтарын жасаған, Қасиетті соғыс деген ұғымды сендер емес па шығарған? Ондаған, жүздеген жыл соғысып. Жоқ, сендер айтып отырсыңдар ғой. Сендер де өлтіру. Жоқ, атеист. Енді салыстырсайшы, атеисттер соғысқан жоқ па? Даржан. Сен ұқпайсыңшы. Қараш, ұққың келмейді. Неге? Өшіріп тұршы микрофонды, фонит етіп. Мен айтып отырғаным, атеисттер соғысады, бірақ оны үлгі көрмейді. Дұрыс па? Дұрыс. Ал сендерде ол үлгі ол, жихад ол. Бар нәрсе ол. Сондықтан емес пе біздің Қазақстанда 1000-нан аса дереккөз діни әдебиет тыйым салынғаны? Атап берейін ба солардың атын? Сайтқа кіріп тұрып. Сендер емес па? Аналар дұрыс мұсылман емес, аналар мұсылман емес деп ғадауат соғысын ашатын. Сендер емес па? Қазақ. Айты, қызық болады, айта бер. Мынау жынды екен ғой. Мен немене сонда? Атеистер соғыс ашпайды, атеистер күшті деп отыр ма сонда? Атеистер қателеседі, бірақ біз оны үлгі қылмаймыз, қасиеттендірмейміз. Не айтып отырсыңдар? Мыналар сонда жихадты да сендерде бар екен, қасиетті соғыс дегенде түсінік сендерде екен, ана крест жорықтарында діншілдер жасайды екен, сөйтіп алып келіп, пайғамбардың хадисі бар тіпті, сахих, Бухариден келе ме? Ойбай, діннен шыққанды өлтіріңдер деп. Сондағы емес пе сендердікі? Адам өлтіруге тыйым жоқ сендерде деп айтатын. Сендер кішкене айнаға қарамайсыңдар ма деймін да? Ал айт. Біріншіден, кішірейін сен. Үлкейт жіберейік жамағат, соғыс жақтан бастайық. Біріншіден, діннен шыққан адамды өлтіреді қандай жағдайда сен оны білмейсің да ғой. Білмейсің да. Мен жарай түсіндіріп кетейін. Біріншіден, кез келген мемлекеттің өзінің идеологиясы болады. Кез келген. Ислам мемлекетінің идеологиясы әрине дін болғаннан кейін, ислам болғаннан кейін, кім-дегім сол идеологияға қарсы күш жұмсайды, яғни Құдай жоқ, пайғамбар андай, Құраннан деп кім идеологияға күш жұмсайды, сол елдің идеологиясына. Ол сол кезде ғана жазаланады. Әйтпесе ол дін ұстанбай өмір сүре берсе, оған ешқандай жаза жоқ. Бұл сенің надандығыңның тағы бір белгісі. Сосын насчет соғыс уақытында
мұсылман да болсын, басқасы болсын, атеист те болсын соғысады. Сталин атеист болған. Сталин екінші дүниежүзілік соғысты басқарды ма? Басқарды. Сен бұны шатастырма. Мен айтып жатқаным насчет геноцид. Сендерді айтып жатырмын. Bir ғасырдың ішінде, мысалы, Мао Цзэдун, Қытай тоже коммунистік, атеистік не болды. Почти 80-90 миллион адам қырып жүрген геноцид қой ол. Ашин соғыс емес уақытта. Енді Сталинді келек соғысқа дейін, соғысты да айттың ғой, ну ладно, соғысты да ол да тоже Сталин атеист болып. Енді жабай соғыс емес уақытта айтып жатырмын. Мен соғыс емес уақытта айтып жатырмын. Bir мемлекетті отарлап атқан мемлекеттің ұлт зиялыларын қырып, оның ділін, оның дінін, оның тілін, оның дәстүрін бәрін өзгертіп, қазақты топастандырған кім еді? Қара, араб харфымен жазып келатқан халықтың тілін бір мезетте кириллица, потом латинцаға өткізіп, жындық болған кім еді? Сосын надан бұлар білімсіз деген кім еді? Атеистер ғой. Сен кішкене соғыспен жаңағыдай бейбіт уақытты шатастырмасай, Ардақ. Сосын сен айттың, бізде ұстаным жоқ емес, бізде заң бар, заң бар. Заңда бүкіл тыйым бар ма? Заңда әке шешенді қарттар үйіне өткізе берсем болады. Заңда полынды, жынысында ауыстыра берсем болады. Заңда голубой болуға болмайды деген запрет жоқ. Заңда баланды қарттар үйіне өткізіп жіберсем бола береді. Заңда арақ ішсем бола береді, темекі шексем бола береді. Білгенді істей бересің, Ардақ. То, что не запрещено, сен істей бересің. Сен кішкене мораліңді қаяқтан алатынды туралабасай біріншіден. Сосын сен Құран хадис әкеле бересің, таң қалам саған, Ардақ. Сен бір диспут, дебаттың ережелерін, жалпы логика былай қарашы айналайын. Өзің қабылдамайтын нәрсені сен қалай біреуге алып келесің? Мен саған түсіндірейін. Мысалға екеуміз бірінші адам неден жаралды деген талқылап жатырмыз да. Мен мысалы Дарвиннің теориясын именно макроэволюцияны қабылдамаймын. Бірақ мен саған айтсам, Ардақ, міне, адам бір виттен бір витке осындайдан өтті десем, сен айтасың ғой, сен қуасың ба, сен сенбейтін нәрсені қалай маған әкеп тұрсың дейсің, дұрыс па? Айтасың ғой, сен мұсылмансың ғой, сен маған адам топырақтан дегенді алып келу керек, сен жынтысың ба дейсің да, Ардақ. Сен неге, не дәлел болады, не нәрсеге аргумент болып білмейсің да ғой сен. Қаяқтың не айтып жатсың сен? Сосын, насчет Абу Ханифа. Абу Ханифа Ханафи мазхабында 12-14 мыңдай ма? Бізде не бар? Қалай айтсам екен, мәселеде қаралады. Қалған мәселенің бәрі оның шәкірттеріне қаралады. Сен мазхабтың не екенін саған походу бастан бастап түсіндіру керек ау. Сосын, насчет джихад. Джихад мәселесі, ол жаңа қасиетті соғыстар болды. Ол не үшін болды? Сен оның тарихын қара. Ол уақытта мұсылмандар не үшін соғысуға мәжбүр болды? Мұсылмандар соғыстардан алдын ол елге кәдімгідей елшілер жіберді ма? Біз дінімізді насихаттайық, ешқандай кедергі жасамай қойсаңыздар деген секілді. Сосын ол елшілерді өлтіріп тастады ма? Олар жоқ, біз сендер діндерімізге керек емес деген нәрселерді айтты ма, айтпады ма? Сен оны қарап татқан жоқсың да, кім, Ардақ? Сол үшін мен саған айтарым, өтініш айналайын. Сен жоғары оқу бітірген азаматсың ғой, журналистсің ше? Кішкене объективті, сол саланы толық қара. Сосын прагматизм деген өтініш сендерге, айналайын құрметсіз атеистер. Прагматизмнің не екенін кішкене қараңдар. Әр уақытта, белгілі мораль өзгермейді. Сен анау басқа да жаңа бауырларын кішкене қуып жүрген теманы тоже түсіндіріп кетейін. Мораль ол өзгермейді. Мораль өзгермейді. Бірақ моральға қатысты нормалар ауыса береді. Мысалға, біреуге зиян тигізбеу деген нәрсе бар. Ол бұрында да сондай, қазір де сондай. Бірақ бұрында пайғамбардың уақытында түйе болды да, түйемен жүрді адамдар. Ал қазір светофор бар, заң бар, соған бағынады. Сен сонда түйемен жүрді, қазір заңмен жүрді, мораль өзгерді деп түсінесің ба? Жоқ. Дәл сол секілді. Айша, жарайды, мен допускать етейін, жақсы, бірақ мен екі пікір әкеп беремін саған. Айша радиаллаху 9 жас дегенді ала тұрайық. Қара. 9 жас деген кезде, ол сол уақытта, сол заманда, сол адамдардың жаңа моральдық этикалық нормаларында ол қарсы аморальный болды ма? Жоқ, болған жоқ. Ол норма болды. Ол бүкіл Европада сол болды. Сен Европаның патшайымдарын қара, қанша жастарында үйленгендерін. Сен қазақтың, алысқа бармай-ақ қой, сен қазақтың осы 100 жыл бұрынғы үйленгеніне қарасай сен. Сен неге жаңағы не істейсің? Өтірік жала жабасың олай. Олай болмайды, Ардақ. Сосын қара, ол уақытта некемен үйлену бар ма? Қазір де некемен үйлену бар. Бірақ жас ауысты дегені, мораль ауысты деген сөз емес. Тағы бір мысалмен түсіндірейін, сосын сен сөйлейсің. Қазір үйлену жасы 18-ден жоғары да. Енді ол, мен еще официальный статистика көргем. Қазақстанда 27-30 жасында үйленіп жатыр. 100 жыл алдыға секірейікші. 100 жылдан кейін 18-ді 25-ке ауыстырса,
Қазір 18-ден асып үйленіп атқандарды кейін 100 жылдан кейін 25-тен кейін үйленіп атқандар сөксе әділетті бола ма? Жоқ, әділетсіз болады. Онда сен неге бұрынғы заманда өзінің қоғамда бүкіл әлемде норма нәрсені не үшін сөгесің сен? Саған кім ондай құқық берді? Сен егер пайғамбар саллаллаху алейхи олай сөккің келсе, онда өзінің ата бабаңды да сөк сен үйтіп ардақ. Сен үйтіп дінге бізге жала жаппа сен. Түсінің ба? Жалғастыр енді. Барикалла деуші ме еді осындай да. Қысқасы былай ғой. Сен. Сен енді бөлме, мен сені бөлгем жоқ. Жаба аузыңды деуші ме еді. 9 жаспен келісіп кете салғаның қалай кетті? Муслим. Жаңа ғана ойбай тұр. 9 жас мұсылмандар басқармасын қарай сал, сайтына кіре сал, мүфтияттың сайтында тұр дегенің қайда қалды? Өзің 9 жасты уже ақтама өліп бара жатсың да. Сен де уже салафит болып бара жатсың да, муслим. Молодец. Әйтеуір тіке қарай бастадың да. Енді білмеймін ғой, енді өзіңнің кішкене позицияң туралы әңгіме айтып отырсың. Ал позиция болса, позицияңнан тайдың енді. Ойбай, ол мораль, анау мынау мораль. Ана Европадағыларды айтасың ба? Европадағы не? Алла рұқсат етпе не соған? Не деп отырсың, құрсын. Одан кейін мораль деп айтатын қай атаңның құны қалды сенің, айтшы. Анау деген пұтқа табынушылардың заманында мораль деген сөз шығады. Ал, сол моральды сендер исламға алып келгілерің келеді да. Мен сендерге моральдің не екенін айтып берейін. Белгілі бір қоғамда дейді. Белгілі бір қоғамда, көке. Белгілі бір уақыт кезеңінде пайда болатын дейді. Ненің жаман, ненің жақсы екені туралы түсініктер. Түсініп отырсың ба? Түсініктер. Адам түсінбей, Құдайдың бүйт дегенін сөйтіп, сөйт дегенін бүйтіп жүру, ол мораль емес ешқандай. Ол мораль емес, ол бұйрық. Көке, Цицеронның мораль деген терминін алып келіп, исламға шақтағыларын келеді. Олай емес. Сендер бір қайдағы жоқ кефирдің, баяғы сүйегі шіріп кеткен бір кефирдің айтқанына таласып жүрсіңдер. Бағана ұмытып кетіппін айтпақшы. Олимпиада жарыс деп жатсыңдар ғой, жалпы. Мне кажется, мұсылмандардың оған қатысы болмау керек. Олимпиада деген нәрсеге. Неге? Енді шын ұстанам деген мұсылмандарға да, сендер оны фанат деп айтасыңдар ғой. Сондай фанаттар, потому что ол пұтқа табынған заманда ол. Зевсті Құдай тұтқан замандағы пайда болған діни рәсімдері, ритуалдары бар. Нағыз діни жарыс мерекесі болғанда. Көрдің? Ал сендер айтасыңдар, ойбай, анау мынау олимпиададан жеңіп атқан мұсылмандар деп. Енді қара. Елшілерді өлтірген шығар, мұсылмандар соғыс ашуға мәжбүр болған шығар дейсің да? Ана оңтүстік шығысындағы үнді, батыстағы ана Испания жеріне дейін барғандар, сонда олардың бәрі өз бірінші болып тиісіп па? Мына Кавказ жеріне келіп, өздері келіп қырып па? Ана Әл-Балазуридің завоевание стран дегенді неге оқымайсың сен? Неге Табаридің история пророков и царей дегенді оқымайсың, а? Бір күнде қандарын судай ағызып, бытышын шығарып, өлтіріп, бір жолы санында, цифрында 12.000 дейді, бірісінде тіпті 30.000-нан асады. Бір күнде мен санап көрген, ұмытып қап, секундына өлтіре ма, 7 секундтан өлтіре ма, сонда немене біледі бұлар деп. Одан кейін, ойбай, сендерде арақ ішу деген заңда рұқсат етпейміз деген тыйым жоқ дейсің. Бұл сынақ қой енді. Демек, сенің Құдайың саған арақ ішуге болмайды десе, сен ол арақты керісінше қоқ қойың керек. Сөйтіп сынақтан өтіңдір. Ал сен сынақтан өту үшін шансты қалдырмай, олардың бәріне рұқсат жоқ, өлтіреміз, бүйтеміз, давайте мына ауылдан алып тастайық, мына қаладан алып тастайық арақты сатуды деп заң тұрғысында запрет қойып тастасаңдар, ол ешқандай сынақ емес ол. Көзінде жоқ нәрсені ол сынақтан өтпейді ол. Сендер сынақ деген, вообще логикасын түсінбейсіңдер ғой деймін, Сосын елшілерді өлтірді, бейтті, сөйтті, жоқ. Сендердік айтатын, ойбай, біздің дінімізді насихаттауға келдік дейсіңдер. Содан айтаттай, жоқ, біздің өзіміз дініміз бар дейді. Болды, сендерді өлтіреміз, әйелдеріңді күн қыламыз пәлен түген. Одан кейін сендер көп айтатын бір сөз бар да, немене, бір адамды өлтіру, бір адамзатты өлтіру мен тең деген сияқты.
ол оказывается тәуба сүресімен жоққа шығарылған аят екен ол. Жоққа шыққан аятты не қылып айтып жүргендеріңді кім біледі? Мен білмеймін мысалы, не үшін айтып жүргендеріңді. Сосын 9 жаспен аяқтадың сөзіңді. 9 жасты енді астында отырған бүкіл мұсылман қолдап отырса, онда ресми түрде мойындаңдар. Ресми түрде айтыңдар. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайтына да айтыңдар. Оказывается, оны сен, ой, аны Европада да сол заманда болған, ол өз замандағылар оны осуждать етпеген деген әңгімені айтып отырсыңдар ғой. Бұл салафиттердің айтатын нәрсесі. Сендер оны мойындамауларың керек та, но почему-то мойындап, мәз болып отырсыңдар да. Болды ғой енді, 9 жас па болды, 9 жас. Осы күйінде қалыңдар. Неге бірде ана айтып, бірде былай айтып жүрсіңдер? Бір сөзді болыңдар. 9 жас деген 9 жастан басқа хадисті тауып келіңдер. 9 жас деген ғана хадис, риуаяты бәрі ең достоверный. Не оттап отырсыңдар енді? Ал сөйле ал. Кешіресіңіздер, құрметті бауырлар. Мынау Қазақстан 9 жасты айтып кетейін. Мен былай жарайды, мен екі вариант дедім. Ардақ, сен просто вода айтып жатсың, ешқандай аргумент жоқ, просто вода болып отыр сенің әңгімеңше. Қара, мен айтып жатыр. Жарайды, 9 жас дегенді алайықшы деп жатыр. Жақсы. Енді біз логикалық тұрды талдап жатырық қой. Логикалық тұрды талдасан, ешқандай проблема емес ол. Өйткені ол уақыттан норма болған. Исламда логика жоқ. Логика жоқ исламда, өтірік айтпа. Жала жаппашы, Ардақ, тыңдап ал. Вот проблема осы да, сен жала жабасың. Енді қара, сен айтып жатсың, ешқандай дәлел жоқ деп. Негізі дәлелдер бар, Аллаға шүкір. Любой адам Айша радиаллаху анха жасына байланысты іздесе шығады осы сайттар. Мынау муфтияттың сайты, менің сайтым емес бұл. Бұл жерде кәдімгі тарихи деректермен, кітаппен салыстыру арқылы келеді, өзінің туған әпкесі болған 10 жас үлкен. Бұл мақалама не бұл? Қалай аталатын? Тауып алайық. Бұл муфтияттың, сен енді қарап іздесей, мен сен бөлген жоқ. Жоқ, тақырыбын айтсашы енді, тақырыбын айтсашы. Айша радиаллаху анха тұрмысқа шығуы жасы деп сөйтіп бізде шығады муфтият деп. Сол байланысты деген дүние бұл. Мұнара сайты ғой, Мұнара газеті ғой, мынау 2019 жылы Ермек Есқожа шығарған. Қандай пәтуа бұл саған? Даусым шығып тұр ма? Маған звондап қалды. Даусым шығып тұр ма, бауырлар? Қараңыздар. Мен айтып тұрмын, екі версия бар. О кісінің жасына байланысты нақты көзқарас жоқ. О кісінің жасына байланысты екі түрлік көзқарас бар. Соответственно, сол екі көзқарастың біз екеуін де әкеп жатыр. Біріншісі 9 жасқа байланысты, оны алдық, бірақ оған да байланысты сен өзің Дулат бабамен сөйлестің, енді ары қарай тоже қарармыз. Енді тағы келесі мәселе, осы жерде оқитын болсақ, о кісінің туған әпкесімен бірге қияс жасайды да, жасын шығарады, что 10 жас о кісіден әпкесінен кіші болғанды сөйтеді. 605 жылы дүниеге келді, пайғамбардың 622 жылы тұрмысқа шықты, соответственно, о кісі 17-19 жасында тұрмысқа шықты деген дәлел бар. Плюс Ислам KZ сайтында кәдімгі Бухаридің тафсир бөлімінен алып келеді. Қамар, яғни Қамар сүресінің аяттарына байланысты, ол енді келесі бір мәселеде көтерерміз. Бірақ қысқа осындай дәлелдер бар. Енді дальше. Сен жаңа айттың, сенде жалпы Ардақ моральға кірмей тұрып, нәрсені айтайық, моральмен сөйлесе берейік. Сен мораль атеизмде мораль бар деп ойлайсың ба, мысалы Ардақ? Мен айтам, атеизмде мораль жоқ деп айтам да. Ашып ойлаймын, сен жаңа бүйтіп айттың еще, мен жаңа бір түртіп отырамын, сен бүйтіп айттың. Неге бір елге барған кезде олар айтса, өзім дінім бар десе, неге онымен соғысу керек дейсің? Адам таңдаушы. Неге ол патша, ол қол астында халыққа неге өзіне таңдау еркін бермейді? Әркімнің таңдау еркі бар емес пе, Ардақ, дұрыс па? Ислам ол жердегі бір халықпен соғысып жатқан жоқ. Ислам сол халыққа дінді шектеп тұрған патшалармен, сол саяси күштермен соғысты. Сен қателеспе, сен үйтіп жала жаппа. Түсіндің ба, Ардақ? Сен одан кейін бағанадан бері әңгімелерің бәрі воздух әңгіме отыр, нормаль әңгіме айтайық. Сен жалпы атеистсің ба? Құдай жоқ екенін дәлелдей аласың ба? Жоқ па? Давай сол тақырыпқа өтейік. Аш микрофон. Мен сөйлеп берейін де енді, сөйлейін до конца. Сен бірінші бастадың.
Иә, менің әңгімем осы, жала жаппа. Иә. Енді менің жауабымды қабыл ал. Тоқтай тұр. Зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Мен Жауабымды қабылдасашы енді. атеистсің ба, атеист болып жүре бер. Сосын өзің сенбейтін нәрсені маған дәлелге әкелме Ардақ. Сен Құран хадиске сенесің ба? Жақсы, қара. Сенесің ба? Ей, жауап берейін де енді жапсаш микрофонды. Қабылдайсың ба, сенесің ба? Соны айт, сосын дальше сөйлесеміз. Ей, сен маған сөз бермейін деп тұрсың ба енді? Мен сұрағыңа жауап алайын, сөйлейсің ғой. Жоқ, сен сөйлейсің, мен жауап алайын. Сен Құран хадисті қабылдайсың. Жауап бере кетейін, бірақ маған сөз бер. Давай. Микрофоныңды жап. Ай, молодец. Жаңағы әңгімең патшалармен соғысты, сонда таңдау қайда, анау мынау деген әңгімең әшейін мусорда. Неге? Себебі ол патшаларды барып, ана жизия төлетіп, пәлен түген деп қинап жүрген жоқ. Олар сол халықтың әйелдерін күң қылып, балаларын соғыс құралы етіп, ерлерін өлтіреді. Бұл ешқандай да патшалармен соғыс емес. Егер патшалармен соғыс дейтін болсаң, және оны сен әлі де қолдайтын болсаң, муслим, онда сен былай айт. Қазірде Мекке Мәдинаға ешбір мұсылман емес адамды кіргізбейді. Демек, оларда өз дінін, ол жақта нағыз сынақ болсын деп насихаттай алмайды де. Демек, насихаттай алмағаны үшін оларға соғыс ашуға болады деп айт. Егер оларды соғыс аша алмайды, ол дұрыс емес десең, сен 200-ді позицияға өтесің. Бұл бір. Одан кел. Сен бағана екі бірдей версия келеді, бір бәле дедің. Хадистерден ешқандай екі бір нәрсе келмейді. Сенің ана ойбай санайық бүйтейік деген әңгімең, ана Асма бинт Әбу Бәкірдің жасына сүйеніп, Айшаның әпкесі ғой енді. Хижра жылындағы есептеп көріп, ойбай деп болжайсыңдар. Бұл бірақ жанама есеп екенін, бұл тікелей хадис мәтініне қатысты емес екенін сендер ұқпайсыңдар, түсінбейсіңдер. Сендер екеуін бірге алып келеміз ғой деп алып, бірақ почему-то 9 жаста отвергать етесіңдер. Кімсіңдер сендер сахих хадисті Бұхариде, Муслимнен келетін нәрсені отвергать етіп, сендер бұл жерде надандықтарыңды көрсетесіңдер да. Себебі исламда бірінші келетін нәрсе ол Құран, екіншіден хадис, одан кейін барып сенің айтқан бәле батырларың. Міне осы жердегі ана реттілікті түсінбейсің да сен маңыздылығы бойыншашы. Демек сен түсінбейсің ба? Сенің діннен білімің нөл деген сөз, немесе қасақана мына жұрттың алдына ондай бәлесін тықпалап жасырып отырған бір пайда күнен біреусің. Пайда ғана көріп отырған біреусің сен. Егер біз Сахих Муслимді, Сахих Бұхариды айтсақ, оны біз айтты демеңдер ешқашан. Проблемаларың осы сендердің. Енді өзің сенетін, өзің қабылдамайтын нәрсені, өзің сенбейтін нәрсені не үшін алып келесің дегеннен асқан ең ақылсыз глупый аргументті мен бірінші естіп тұрмын. Өзің сенбейтін болсаң, сен неге христиандардың ана інжілін теріп жүрсіңдер? Сенбейсің ғой сен. Өзгерген ғой ол. Өздерің сенбейтін болсаңдар, пайғамбарларың неге Тәурат бойынша үкім шығартады? Өзі сенбейтін біреулердің бұрынғы кітабы бойынша неге сендердің пайғамбарларың, жаман сөз емес шығар, сендердің пайғамбар ғой, дұрыс қой. Еврейдің пайғамбары, мұсылмандардың пайғамбары. Пайғамбарың қоятта в чьей длани моя душа деп ант береді, сендердің мына тәураттарыңа сенім білдірем дейді. Оны сендер әрине әкетесіңдер жаңағы үтіктеп. Ішіндегі нәрсеге емес, негізгі тәуратты айтқан пәлен түгін, хотя Құранның өзінде жазылып тұр ол. Не деп жазылып тұр білесің бе? Құдайдың сөзі дейді. Ал Құдайдың сөзін өзгертуге болмайды дейді. Өзгерте алмайсыңдар. Бірақ оның үкімі жойылады десеңдер, мен сендерді қос қолдап қолдаушы едім ше. Осы мәселеде мен сендерді қолдаушы едім. Үкімі жойылады деп айтып тұр ғой, енді өзінің сенімі ғой. Бұл жерде қандай қателік көріп тұрсыңдар деп мен сендердің жақтарыңда болар едім. Бірақ сендер өйтпейсіңдер. Сендер құдайларың оның сөзін өзгертуге болмайды десе де, сендер болады деп шығасыңдар. Осындайларың жаманшы сендердің. Енді Құдай бар ма жоқ па деген әңгімені айтайық. Мен қалай? Сен маған мысалға 9 жас дегенді толық жеңіліп, иә деп оны қабылдаймыз деп айтып отырсың, иә?
келістік қой. Жоқ. Вот тоқта, Құдайға кіреміз, Құдайға темасына. Біз екеуін алып келеміз деп, мен саған бірақ жауап неге беріп оны бас тартасыңдар одан? иә, тоқтайын, жауап берейін, қара. Мен үлкен көрініп тұрмын ғой, уже. Қазір қара, мен саған бірден көрсетейін. Ардақ. Ардағай, жаным әшейін. Так, жігіттер, бауырлар көрініп тұр ғой, сен айттың ғой, Бухариден асқан сахих хадис жоқ. Мені қара, Ислам KZ. Ислам KZ-тің сайтынан табасын, деректері бәрі қойылады. Осы жерде мен саған Бухариден қойып берейін да, жаным әшейін. Міне. Мен Меккеде ойнап жүрген кішкентай қыз едім. Сол кезде әлбетте оларға уәде етілген қиямет, ол үрейлі, тым ащы бір мезгіл деген аят түсірілген болатын. Қамар сүресінің 46 аяты дейді. Көріп тұрсың ба? Иә. Ардақ? Осыған байланысты айтады ғалымдар. Бұл 614-615 жылы түскен дейді да осы аят. Енді сендер айтасыңдар ғой, жоқ, ол кісі 9 жаста тұрмысқа шықты. Сен 9 жаста 622-ден алсаң. Біз айтпаймыз. Сен айтпайсың, бірақ сен солай жала жабасың. Муслим мен Бухари. Сен жала жабасың, тыңдайын. Муслим мен Бухари жала жабады деп айт. Мен енді айтайын, тыңдап ал. Соған байланысты, неде 12 деген 90, мені қара. Әл-Бухари, Сахих 6 том 54 бет, Тафсир Қамар сүресі 54 деп тұр. Дұрыс па, Ардақ? Енді 614-те сендер енді қоймай жүрсіңдер қойбай, ол 614-те келген деп. 614-те дүниеге келсе, 1 жасар қыз баласы, менің ақылым, мен Меккеде ойнап жүргенімде деген нәрсе айта ала ма? Логикалық тұрғыда айта алмайды. Өйткені 1 жасар қыз баласының тіпті тілі шықпайды, Ардақ. Бұл бірінші дәлел. Тағы да 614-615 жылы, ол 614... Кешірім сұрайым, ол кезде айтқан жоқ, ол есейген соң айтқан ғой, не қойып отырсың тұрсын. Асықпа, аха. Кейін, өйткені сүре сол жылдар түскен ғой, кейін өскеннен кейін айтса да разница жоқ. Ол сол Қамар сүресін сол уақытта айтып тұруы, ол кісінің ол уақытта есі бар екен, тілі бар екеніне, және өзінің жаңағы ойнай алатын әжептәуір қыз жаста екендігіне дәлел. Ол сенің күлетін нәрсе емес, керісінше саған жылайтын нәрсе ол. Енді ол кісі айтады тағы да. Егер сендердің версиялы сендердің қоймай жүрсіңдер 9 жасты, өздерінің діннен дым хабарларын жоқ, мойындамайсыңдар оны. Сосын сену мен қабылдау екі бөлек, Ардақ, жақсы түсініп ал тоже. Ол кісі айтады, мен дейді, ақылым кемелденді, әке шешемнің тақуа адамдар екеніне көз жеткіздім. Пайғамбарымыздың саллаллаху әр күні азанда немесе кешке біздің үйге келетін дейді. Мұсылмандар қиын жағдайда болғандықтан дейді, Абу Бакр, яғни өзінің әкесі де Хабашистанға көшуге дайындалды дейді. 8. Мен источникін айтайын. Ардақ, жазып ал. 8-ші источник бұл Ибн Хамбалдың Муснадында келеді екен, 4-ші том 198-ші бет. Бұл нені білдіреді? Біз бұдан не түсінеміз? Біз бұдан түсініп атқанымыз 614-те ол кісі дүние келген болатын болса, 1 жасар қыз баласы, тілі шықпаған қыз баласы, менің ақылым кемелденген, мен әке шешемнің тақуа жан екен болғанына көзім жетті дегенді айтуы мүмкін емес. Сондықтан ғалымдар Бухарида келген хадиске байланысты қазір оның ішінде иснатта бір тұлғаның вопрос қойып тұр. Жалпы ол мәселеде. Ол хадис саласын зерттейтін мамандарды мухаддис деп айтады. Сосын хадис сахих болып келе береді, проблема жоқ. Бірақ хадистерде де амал жасауға болатын, амал жасауға болмайтын деп тоже бөлінеді. Сен ол саланың маманы емессің. Қазақта шымшық сойса да қасапшы сойсын деген сөз бар. Сондықтан мен журналист емеспін, бірақ мен сенің темана кіре алмаймын. Сен де менің темама кіре алмайсың, мен қандай мамандықта, сен мен мамандығым істей алмайсың. Сондықтан әр саланың өзінің маманы бар. Сен тісің ауырса, гинекологқа бармайсың ғой, Ардақ, дұрыс па? Сен қартың гинеколог керек болатын болса, стоматологқа бармайды. Тоже сол секілді әркім өзінің саласындағы мамандыққа барады. Сосын сосын сен жаңа айттың ғой, Мекке Мединада басқа дін өкілдері кіре алмайды. Кіре алады, егер дінді қабылдаса, не проблема? Исламды білуге қазір кім кедергі ұстап тұр? Дінді қабылдаса дейді. Тоқта, асқан қуғымай әңгімені естіп мен. Мынау қуады екен ғой. Мысалға бір христиан, бір атеист, ислам жайлы ақпаратқа жетеді. Неше түрлі дебаттар, логикалық дәлелдер бәрі бар. Соны қабылдап Мекке Медина кіре берсе проблема болмайды, ешқандай проблема жоқ.
Кім айтты саған ол жаққа кіруге болмайды деп? Бұл бір. Екіншіден сен бағана исламға жала жаптың. Исламда логика жоқ деп. Кім айтты саған? Мантық деген бөлім бар. Арнайы логикалық полный жауап беретін бөлім бар арда. Нәрсеге кірме. Сосын сен айтып жатсың да саған тағы да түсіндірейін. Оны бір сөз ретінде алып келсе, мысалы сен бізге алып келесің ғой, Құраннан, хадистен сөйтесің де өзінше вывод шығарасың. Мына жерде мынандай жаста үйленген, сол үшін ол мынандай, мына жерде мынандай. Кім айтса ондай саған, кім ондай саған не берді? Құзыреттілік берді. Қазақстанда исламның атынан үкім шығаратын ол тек қана бір-ақ орын, ол Қазақстан негізі, егер біз сондай бір ит болсақ, сенің үстінен давно арыз жазып, негізі қылмыстық іс болады бұл. Өйткені қара, радикалдар сотталып жатыр не үшін? Потому что ол өзінің құзыреттілігі емес нәрсе үшін айтқаны үшін. И сен де көп айтып жүрсің да, исламда мынандай болады, Құран аятын алып келесің, хадис алып келесің, мынандай бол. Сен өзің білмейтін, сен зачем кіресің? Сен өзінің отбасың бар, отбасыңды асырап бағатын, Қазақстанға үлесіңді қосатын, дұрыс атеист болсай сен. Бола бер атеист, саған біреу атеист болма демейді мына заманда. Өз еркін кім ардақ. Бірақ тағы да айтам, білмесен, білмейтін жерге басын тықпа. Менің дініме жала жаппа. Болды, мен сені басқа артық ештеңе сұрап жатқан жоқпын. Сен де қазақтың баласысың, мен де қазақтың баласымын. Бір шаңырақтың астында дұрыс адам секілді өмір сүруге болады. Бірақ ғана шарт, менің жекеме кірме. Менің дінім, ол менің жеке басым. Мен сенің жеке басына кірсем, сенің ауыратын любой жағынан, сен шығасың, менің мұсылмандар осындай. Когда мұсылмандардан сен ответка күткен кезде, сен не үшін ренжисің? Сен қабылда оны. Сен рингке шыққан кезде біреу ұрсан. Ол сен ұрса, сен тұрмайсың ғой мен ақ ұрып жатыр деп. Сондықтан дұрыс жүрсен, саған ешкім әңгімесі жоқ. Сен өзің мұсылмандарды өзіне жау қылып жатсың ардақ. Енді давай. Біз жаңағы темаларды бәрі жабамыз. Сен өз көзқарасында қалсаң қал, мен өз көзқарасында қалам. Давай, Құдай бар ма жоқ па осы темада сөйлесейік, давай. Мықты болсаң дәлелде жоқ екендігін. Сен бірінші бастадың, мен саған аяқтауым керек, содан кейін барып, Құдай бар ма жоқ па сөйлесіп көрейік. Сен микрофоныңды жап, мені үлкейт. Үлкейт. Давай, Даржан. Енді қазір мен саған мына хадисті көрсетемін. Так, қай хадис еді бұл? Адам екенсің ғой, Аузыңды жабасың ба жоқ па? Менің бір айтқан аргументіме жауап берген жоқсың сен. Құраннан кейін хадис келеді деген сөзімді вообще оққан да жоқсың сен. Сен таза топас екенсің, мен сенің бетіне айтайын бар ғой. Енді топастан естіп отырмыз енді әңгіменің бәрін. Сахих Бухари жала жапты дедің. Мына қара. Глава о том, кто вступил в брачные отношения с женщиной, которой было 9 лет деп тұр. 51-58. Сообщается, что Урва сказал, пророк посватался к Айше, когда ей было 6 лет, а женился, когда ей было 9, и она прожила с ним 9 лет, пока он не умер. Яғни, пайғамбар қайтыс болғанша өмір сүрген. Дұрыс па? Болды. Мынаны ойбай атеисттер айтып жүр деп айтсаң, сен надансың, топассың. Потому что бұны біз айтып жүрген жоқпыз. Бұны Сахих Аль-Бухари мен Сахих Муслим айтып кеткен. Соның Шархул Сахих Муслим деген Науауидің несінде, шархында Абу Ханифаның пікірін келтіреді. До 9 лет уәлие оның қамқоршысы бере алады дейді некеге міндет деп. Тек ол бір ғана условие некеге жарамды болса болды дейді. Яғни жыныстық қатынасқа түсе алса болғаны дейді. Керек десең оны да тауып берейін. Бұл бір. Енді сендер тағы жаңағы әңгіме айтып жүрсің ғой, жаңағы ойбай сендер бізге тиісесіңдер, біз тиіспейміз, мынау. Көке, сенің Құраныңда тұр. Хайуаннан да адасқан, хайуаннан да төмен, бәлкім одан да адасушы, пәлен түген деп. Рингке шығып алып, соққыны кім жасап тұр бірінші? Біздің дәстүрімізді харам деп, ширк деп. Кім жеп тұр? Кім айтып тұр осыны? Біз соған жауап беріп отырған жоқпыз ба? Мұсылман ба, дін ба? Құранда тұр деп тұрмын, Құранда тұр. Несі түсініксіз? Қай жерде қазақтың салт дәстүрі ұстануға болмайды деп қай жерде тұр Құранда? Жақсы. Ғұрыппен әмірет деген аят жоқ па? Ғұрыппен әмірет деген жоқ па? Ғұрыппен әмірет дегеннің тәпсірін қарап өзің оқып кел. Маған енді кедергі келтірмей до конца тыңда. Енді Абу Ханифаны айтамын мен саған, тағы да сен бірдеңке түсінбепсің. Да, Абу Ханифаны да айтып бересің ба сен маған? Ничего себе. Ал қара.
Әй, болды енді мынау. Енді сен қазір оттаған сөзіңе жауап беретін сәтің келді. Жаңағы аятты Әл-Қамар деген қай ғұлама, қай заманда, қай ғасырда түскен, қай жылы түскен деп айттың, соны айтып бер маған. Осы жерде айтып бер. Қай ғұлама, қай жылы түскенін айтып бер. Болды, енді кішірей енді. Жоқ, жауап бер, мен сөйлеп отырмын ғой. Мен саған ссылкасын бердім ба? Ссылкасын берген жоқсың, жібермедің ештеңе. Мен жаңа шығарып, источниктарын көрсеттім ба? Сен кей ғалымдар бүйтеді дедің. Көрсеттім ба, жоқ па? Один брат сказал деген әңгіме жүрмейді бұл жерде. Ардақ, көрсеттім ба, жоқ па? Кей ғалымдар дедің. Жоқ, мен саған қай жерде, қай Бұхари, қай неде, 4-ші том, 198-ші бет деп көрсеттім ба, жоқ па? Жоқ, көрсеткен жоқсың. Көрсеттім, сен өтірік айтпа. Жоқ, сен бір мәтінді көрсеттің, мен оны оқығанда жоқпын. Маған келді, қай ғалым екенін айт. Кей ғалымдар деген, один брат сказал деген әңгіме керек емес. Тоқта, сен ақыры зерттегішсің ғой, саған ссылкасын бердім ба, қарап аласың, уақыт құртпа. Дальше кет. Ссылка берген жоқсың. Мен бердім. Не қойып отырсың? Ашып шығардым, қарамаған өзінен көр. Мен саған арнайы түрде 12 Сахих Бұхари, тәфсір 198 4-ші том деп айтып тұрып көрсеттім. Сен соны көрсеттің де, бірақ қай ғалым екенін айтпадың сен. Уақытымды ама, мен дальше айтайын. Либо айтып бітір, либо айтайын. Муслим, қай ғалым екенін көрсеткен жоқсың сен. Қай ғалымдар оны мынанша жылы түскен деп айтқан? Ардақ, мен сенен де біраз нәрсе сұрап атқан жоқпын. Имам Науауиді әкеп көрсет онда кітаптан. Давай, Имам Науауиді алып келейін. 12 мың адамды өлтірді дегенде әкеп көрсет маған. Ой, алып келем оның бәрін. Көрсет маған, бәрін кітаптан алып кел. Маған чат GPT бірдеңе керек емес онда. Кітаптан алып кел. Мен кітап қарай алмаймын ғой. Мен қаласаң кітаптан ашып әкеп беремін оны. Мен саған ссылкасын беріп тұрмын ба, кітаптан қарап аласың өзің. Кітаптан алып кел онда маған да оны. Жоқ, короче, тоқтатыңызшы. Имам Бұхари бір минут. Один брат сказал деп айта саласың ба, алаяқтанып енді дәлелдемеймін дейсің. Тоқта Ардақ, қазір сен маған кітаптан алып келдің ба? Имам Бұхаридікін? Немене дейсің? Имам Бұхаридегі хадисті кітаптан алып келдің ба? Сайтынан алып келдім, Иснад линктен. Неғып сен маған сайттан алып келесің, кітаптан алып кел. Сондай бір түлкі болғанға салмасыңдар ма енді? Тоқта, кітаппен сайтта разница болатын білесің ба? Давай. Кітаптағы және сайттағы разницаны ал, давай табайық. Темадан секірмеш, мынаны бітіріп алып. Кітапты алып кел. Давай, кітапты алып кел, Сахих Бұхариді. Темадан секіріп атсың сен. Осы сайттағы разницаны көреміз қазір. Сен темадан секіріп атсың. Разница бар деп сонда кітапта 18 жас сайтта 9 жас деп тұра ма? Не қойып отырсың? Жоқ, ол келеді, келсем, ол келеді. Бірақ кітапта тағы да дополнительный информациялар болады. Сен оны көрмейсің ғой. Бұхаридің өзінің мнениясы да болуы мүмкін да. Хадистерге байланысты. Сен оны көрмейсің. Абу Ханифаны айтып берем деп едің ғой. Давай айтып берші маған. Енді бөлмесейін мен сөйлейінден күте тұр онда. Тоқтай тұр. Насчет Абу Ханифа мен сендерге таным бар ше, үлкейтіп жібере сал даге. Әдемі болып жатыр ғой, машалла. Алхамдулилля. Жоқ, короче, негізі бар ғой. Дәке, бұлар... Ол 9 жас, ол қадалатын нәрсе емес. Дәке, қадалатын нәрсе емес қой. Просто мен бір-екі нәрсе айтайын да, сол Құдай бар ма жоқ па соны сөйлесейін десем, бұл қазір анау секіріп жатыр да. Ладно, қазір. Абу Ханифаны айтайық, көке. Алдында анау Әсел Таухан деген кісі кім еді? Ой алла, имам Қудури еді? Даржан имам Қудуридің фиқ кітаптарынан дәлел әкеліп жатыр да. Әй, жаным әшейін, ол кісілер қай заманда өмір сүрген? Біріншіден. Олар үкімді өзінің уақытындағы болатқан нәрселерге байланысты Құран хадистен шығарып береді да, айналайын. Сонда шариғат заманына байланысты өзгеріп отыра ма? Жоқ, шариғат өзгеріп жатқан жоқ. Шариғат сол тұр, моральдық нормалар бәрі тұр, бірақ негіздер өзгеріп жатыр ғой. Бұрында 9-10 жаста үйленіп жатыр адамдар Ардақ. Қазір 18-ден кейін үйленіп жатыр адамдар. Мораль тұр барлығы. Яғни зинасыз некелі қосылу. Бірақ ол барлық уақытта осылай да, яғни зинахорлық барлық уақытта харам. Некесіз қарым-қатынас харам. Бірақ үйлену жастары өзінің уақытына салай моральдық нелер өзгере береді. Алла тағала нақты жасты қойған жоқ. Мына жасты үйлентен таппайсыңдар сендер исламнан. Нақты жас жоқ. Ешқандай жоқ. Неге? Өйткені қара, мен тағы да айтамын. Бүгін Қазақстанның өзінде іздесем болады. 28, 27, 30 жасында үйленіп жатыр адамдар. Енді мен бағана мысал келтірдім.
қазір 18-ден кейін асып үйленесің. 100 жылдан кейін елестет та, 100 жылдан кейін. Сол 18-ді 25 жасқа ауыстырса, заң жүзінде. 100 жылдан кейінгі адамдар, который қазір 18-ден асып үйленіп жатқан адамдарды сөге ала ма? Сөге алмайды, ол қалай сөгеді оны? Өйткені қазір норма ол біздің түсінігімізде. А олардың түсінігінде 25-тен кейін үйленген норма. Сендер осыны ажырата алмайсыңдар, мен сендерді таңғалам, сендер қалай зерттейсіңдер? Құдайдың шариғаты заманға сай өзгеріп тұр ғой сонда, жаспен, Шариғат өзгеріп тұрған жоқ. Нормалар өзгереді, Абу норма. Ханифаны айтсайшы, муслим. Абу Ханифаны айтып жатырмын. Ол өзінің замандағы моральдық этикалық нормалар уақытында өзін ертеленеді ғой ол уақытта. Ол сонда Құранға қатысты емес па не? Шариғатқа қатысты емес па не? Үкімі? Тоқтай тұр, Ардақ. Құран адамзат баласына түскен бірінші очередь. Ал адамзаттың сол уақытта қалай өмір сүріп атты, исламға дейін қалай өмір сүрді, шариғи заңдар қалай бекінді, сендер оны қарап атқан жоқсыңдар. Проблема в этом. Сендер просто несіңдер айтайын ба? Еш анам. Кітапты ашасыңдар да, контекстен жұлып аласың, міне. Оған байланысты басқа үкім жоқ па? Соған байланысты Құран аятында басқа да аяттар жоқ па? Ғалымдар бұған байланысты үкімдер қалай берген? Қарау керек қой адам. Адам қарау керек. 9 жастан басқа жас хадистерде көрсетілмейді ғой енді. Көге қойсашы болды ғой. Ардақ, сен надандық зачем? Менікі ғой надандық енді. Шариғат өзгереді, нормалар өзгереді деп қойып отырсың. Жарайды деймін да, жарайды. Мен 9 жасты қабылдаймын, бірақ сен неге пайғамбарға педофил деп жала жағасыңдар онда? Педофилизм деген болды ма ол уақытта? Ал жақсы, айта ғой. Менің педофилизм деген сөзді айтқанымды алып кел. Пайғамбарға қатысты. Мен қазір сырттан біріншіден. Бірақ мен саған запись әкеліп тауып қойып беремін. Алып кел, давай, молодец. Қазір емес. Бірақ сен пайғамбарға өйтіп айтпайсың ба? Айтпаймын. Зачем ма? Пайғамбар саллаллаху уақытында ол іс-әрекет нормальный ма? Моральдық нормада? Ол заманда норма, бірақ біздің заманда ол норма емес. Яғни оны шариғат қылып үлгі қылудың қажеті жоқ. Ардақ қара. Үйлену сүннет та, бірақ қанша жаста үйлену деген нәрсе жоқ. А неге онда балиғатты 9 жастан айтасың? Балиғат деген не жүктеледі ғой? Жаңағы 9 жасты қабылдадым дедің, жаңа муслим? Ардақ 9 жасты 18 жаста қабылдадым дедің, тоқта. Қабылдадым дедің, Иә деймін, проблема жоқ. Проблема жоқ, 9 жастан деп айтты. Айша 9 жасынан тұрмысқа шықты деді, ода проблема жоқ деді. Осы сөзімде тұр. Осы сөзімде до конца тұр. Тұрам, саған да проблема емес па ол? Неге? Проблема ма? Пайғамбар проблема ма ол уақытта? Ол уақытта проблема ма? Сұрақ қойдың, енді жауап берейін. Қара. Ол уақытта проблема ма? Муслим, қара. Ол заманда өзінің халқында сол моральға тиіс нәрсе болса, ол өздеріндегі шаруа. Көрдің ба? Ал бізде 21 ғасырда оны шариғат деп, балиғат деп, оны алып келгендерің проблема. Ардақ, біз 9 жасында үйлендер деп атырық па? 9 жаста үйлену норма деп, одан ешқандай проблема жоқ деп отырған Даржанға әңгіме айтасың енді. Ардақ, қара, тыңдап ал, сен Даржанға проблема деп айт. Манипуляция жасама, қара. Мен не айтып жатырмын? Мен айтып жатырмын, екеуміз келісіп жатқан нәрсе не? Біз айтып жатырық. Ол уақытта өзіндік моральдық этикалық нормалары проблема емес деп жатыр. Өйткені біздің аталарымыз да 100 жыл алдын солай үйленген. Ол проблема екенін түсіндіріп берейін саған. Тоқта, тыңдап ал. Енді қазір уақытта, 9 жаста үйленбейсің. Болмайды, өйткені біздің қоғамда 18-16-тан кейін үйлену ол уже моральдық бекітілген нәрсе да қазіргі заман. Қай мораль таңдайсың? 9 жастың моралі ма, 16 жастағы мораль ма? Мораль біреу ғана, мораль біреу. Некесіз қарым-қатынасқа түспеу. Некесіз қарым-қатынасқа түспеу. Некесіз анау ол басқа тема. Қара, 9 жастық мораль дұрыс па, 16 жастық мораль дұрыс па? Айта ғой. Сен маған манипуляция жасай алмайсың ғой бұл темада. Тыңдап ал, жауап берейін. Сен сұрақ қойғаннан кейін тыңда. Қара. Бірінші, үйлену деген нәрсе некесіз қарым-қатынасқа түспеу, бірінші очередь. Ол әр уақытта, әртүрлі жаста, ол өзгере береді. Бірақ главный мораль некесіз қарым-қатынасқа түспеу, бірінші очередь. Мен саған бағана мысал тағы айталайын, жаным әшейін түсінбесең. Қазір Қазақстанда 28-27 жаста адамдар үйленіп жатыр. Енді 100 жылдан кейін біздегі 18 жас 25 жасқа ауысса, 100 жылдан кейін өмір сүрген адамдар біздерді сөге ала ма? Сөге алмайды ғой. Ол моральдық нормадан норм. Қазір бізде 18-ден асқан адамдар ешкім аморальный іс жасап жатыр деп айтып жатқан жоқ. Аморальный істі кім жасап жатыр? Қанша жасқа келсе де некесіз қарым-қатынасқа түсіп жатқан адам жасап жатыр. Сендердің түсінбей жатқандарың осы бағана түйе мен светофорды не үшін келтірдім мен? Жақсы, жауап берейін.
тоқта. Барлық уақытта адамға зиян келтіру аморальный нәрсе. Қара. Енді пайғамбардың уақытында түйе болды, светофор болмады. Ол уақытта олар түйемен жүріп келе жатқан кезде біреуді түйемен қақ кетпеу, бірдеңкен бас кетпеу деген нәрсені сақтайды. Бүгін светофор қойылған, көлік жүреді, соған сәйкес өмір сүріп жатса, мораль өзгерді деп айтасың ба сен? Жоқ, мораль өзгерген жоқ. Норма өзгерді, болды, мораль сол тұр. Адамдарға зиян келтірмеу деген. Сендердің надандықтарын моральмен норманы шатастырасыңдар сендер. Проблема осыда. Түсіндің ба енді? Жақсы, Абу Ханифа. Тоқтасашы енді мен сөйлеймін. Енді давай, Құдай бар ма жоқ па сөйлесейік, давай осы. Тоқта, қашпа темадан. Демек, Құдайдың моралі бір заманда 9 жас норм, бір заманда 16 жас норм. Норма дедің ғой өзің. Құдай, не деген өзгермейтін мораль қалай өзгеріп тұр бұл жерде? Айтшы, 9 жас дейсің, бірде 16 жас. Мораль сол деймін. Мораль некесіз қарым-қатынасқа түспеу. Ол тұр ғой. Ол некесіз дегені басқа шарт қой ол. Не айтып отырсың? Жасты айтып отыр мен, жасты. Муслим? Жоқ, не үшін үйленеді? Соны айтшы, бірінші сұрақ. Не үшін үйленеді адам? Жүндім мұны. Ұрпақ жалғастыру үшін үйленеді. Ден дұрыс адам ұрпақ жалғастыру. Бірінші сен некесіз қарым-қатынасқа түспеу үшін үйленесің ғой сен. Жоқ, ол үшін емес. Сен, онда әйеліңмен неке қимай әшейін ұрып жатсыңдар ма не? Неке бар бізде. Енді не дейсің? Ардақ, сен не деген адамсың? Бірінші неке қию бекітіледі. Тұра тұршы, сен сонда ұрпақ жалғастыру үшін емес, сен некесіз жаңағы немене деуші едіңдер, зиян жасамау үшін, зина жасамау үшін үйлендің бе сен? Ардақ қара, үйленеді адам. Сен зина жасамау үшін үйлендім деп айтшы. Жауап берейін. Адам үйленеді, әртүрлі мақсатта үйленеді. Біреу бала сүю үшін үйленеді. Біреу зинадан сақталу үшін. Бірақ жалпы үйлену деген нәрсе адамның ер мен әйелдің арасында табиғи бар болмыстың қосылуы да. Болдың ғой енді сен. Зина жасамау үшін үйленген екенсің ғой. Көрдік сені. Сен мен үшін вывод шығармадан адамдардың не ғой енді сөйтіп айтып отырған, қуасың ба? Сен онда неке, зачем сен неке қидың онда? Азаматтық некемен жүре бермейсің ба, Ардақ? Қара, мен статус алам. Қоғамда үйленген адам және бойдақ адам деген статус бар. Көрдің ба? Енді не дейсің? Ол статустың жауапкершілігі болады, міндеті болады, дұрыс па? Ата-ананың статусы болады. Иә, енді сен болсаң, ол үшін емес, сен зина жасамау үшін үйленген екенсің. Ардақ, неке не үшін қияды? Сен сол зина жасамау үшін қиып отыр екенсің ғой. А мен болсам, мен не үшін үйленді білесің ба? Сендерде жоқ қой, бәрібір ғой. Просто әшейін для галочки ғой. Біз ұрпақ жалғау үшін. Түсініп отырсың ба осыны? О, менде де сондай, Ардақ. Қой, менде де деп жабыспа менің мақсатым. Енді мен ұрпақты жалғастыруымда вариант бар ғой. Некемен істеу, некесіз жалғастыру. Муслим, главное сені 9 жасқа көндірдік жаңағы, қабылдадық дедің. Мен 18 деген жасты қабылдаймын ғой. Мынау 200-ді ғой. Даржан, записін берші мына стримнің маған. Өз сөзінен өзі қашып отыр. Ардақ, саған сол уақытта проблема емес пе, соны айтшы. Проблема екенін түсіндірейін дедім, сен мен бөліп садың. Қара, түсіндірейін. Мен просто өтіктеп атсың, әлі өтіктеп атсың. Жоқ, мен өтіктейтіндей, мен бір ақталып отырғанда. Мен саған сұрағыңа жауап беріп отырмын, тоқта. Қара, ол замандағы болса да, ол проблема екенінің көрінісі мынада. Оны сендер үлгі дейсіңдер. Оны суына жолы дейсіңдер. Аузыңды жаба тұрсашы, енді мен де үндемей отырдым ғой. 9 жаста үйлену сүндет па? Сунна деп отырсыңдар. 9 жаста үйлену сунна ма деп айтшы. Сунна ма, сунна емес па? 9 жаста үйлену. Әй, көке, ол үлгі. Сұрасай менен сұрасай, мен жауап беремін, сен мұсылман емессің. Сунна ма, сунна емес па? Жоқ, 9 жаста үйлену сүннет емес. 9 жаста үйлену сүннет болмаса, Абу Ханифаны неге айтып отырмын онда мен? Өйткені Абу Ханифаның уақытында адамдар ерте үйленген, соғанда миын жетпей ма? Сонда Абу Ханифа тек қана қоғамдағы моральға қарап, бірақ шариғатқа қарамаған, дұрыс па? Қоғамдағы негіздерге қарайды. А ничего, что ол пікірін ана пайғамбардың 9 жаста Айшаны алғанына байланысты айтып отырған. Жоқ, содан алып отырмын деп тұр ма? Соның шарқында келтіріп тұр ғой Науави. Не қатырып отыр? Қай жерінде келтіріпті? Имам Науаидің кітабынан алып келші, қарайық. Шархул Сахих Муслим деп аталады. Ашы. Сахих Муслим болса, ақмақ, Бухари мен Сахих Муслим екеуі кітап қой. Мынау не дейді? Сахих Муслим. Имам Науаи қара.
имам Сахих Науи. Муслимде де 9 жастан деп келіп тұр ғой енді. Сол хадиске шарх жазып отқан жоқ па? Тыңда енді. Имам Науи Сахих Муслимге шарх жазған. Имам Бухариге көп адамдар жазған. Бекуне де көп адам жазған, бірақ машхуры имам Хаджар ал-Асқалани жазған имам Бухари. Шатастырмаса Ардақ. И что, не деп жазған? И что, білмеймін, сен ғой айтып отқан. Ақ көсек. Науави Абу Ханифаның пікірін не үшін келтіріп отыр? Саған сұрақ. 9 жасты үйлену сен үшін не үшін аморально қазіргі уақытта айтшы? Потому что ол бала. Оның физиологиясы әлі дамымаған. Зиян тие ма? 20 ғасырда ешкімде медициналық тұрғыдан оған баға бере алмаған. Ол кезде білім болмаған. Ардақ, зиян ба? Әрине зиян. Сен, значит, бірдеңкені жаман дейсің, зиян болған үшін ғана ма? Иә. Ертең біреу, Эпштейн секілді біреулер атеистер келіп, ол пайда болады, пайдалы деп айтса. Эпштейннің атеист екенін дәлелдеп берші кәне. Құдайдан қорыққан адамдай істемейді Ардақ. Ей, Эпштейннің атеист екенін дәлелдеп берші, мен саған сұхбатын алып келемін қазір. Құдайдан қорықпайтын адам сол. Жарайды, Эпштейнді алып тастайықшы Ардақ. Жарайды, сен Құдайдан қорыққан адам өйтіп істемейді дейсің, сен сонда түрмеге түсіп. Ардақ, Қылмыс жасап түрмеге түсіп жатқандарды мұсылмандықтан шығарып жіберіп жатсың ба сонда? Ардақ қара, сенің логикаң бойынша бір нәрсе зиян берсе сол жаман ғой, дұрыс па? Әрине. Бірдеңке пайда берсе сол жақсы, иә? Иә. Бәрекелді. Енді маған айтшы, жезөкшелік не үшін жаман онда? Жезөкшелікке сен қашпай Абу Ханифаға жауап бер. Сен үшін не үшін жаман дегенге шешіп алайық та, тоқтаса, мен үшін түсінікті, сен үшін шешіп алайық та, сен айтып жатсың. Ол жаман атамыз. Мен саған жауап бермеймін. Қара. Көке. Тыңдап ал, Ардақ, тыңдашы қара. Жезөкшелікке қашып бара жатқанын қарашы, өздерінде уақытша неке деген нәрсе бар бола отыр. Уақытша неке бар сенде. Сен оны неге жаман дейсің? Тоқтай тұр, қара. Сен бірдеңке пайда берсе сол жақсы дедің. Бірдеңке зиян берсе сол жаман дедің. Енді қара, жаңағы сен айтып жатсың ғой, аморальный, педофилизм деп айтып жатсың ғой. Енді қара, біреу келіп айтса, педофилизм деп ешкім айтқан жоқ, тілінен тартпай ақ қойшы ғой. Енді қазіргі заманда кішкентай қызбен сол жаңа балиғатқа 18-ге 16-18 толмаған қызбен қарым-қатынасқа түсу, ол педофилизм Ардақ. Енді қара, біреу айтса бір педофил, мен үшін ол жақсы десе, мен одан ләззат аламын. Ол мен үшін жақсы десе, не деп айтасың оған? Ол қылмыс қой. Жоқ, ол қылмыс болса қылмыс. Бірақ ол үшін жақсы ма? Ол өз үшін жақсы ма оған? Біздің заңдар моральдан шығып тұрған жоқ па сол? Ол үшін жақсы болып қала ма? Жоқ, жақсы емес. Онда сенікі де қате. Не үшін оған жақсы? Ол айтып тұр ғой, маған пайда дейді, мен ләззат аламын, рахаттанамын содан дейді ол. Сол үшін маған жақсы. Балаға пайда ма? Ол балаға пайда ма? Зачем балаға зиян болып тұр ғой? Ұсталған жерің осы болды ғой. Балаға зиян ғой ол енді. Мен сол үшін қолдамаймын ғой. Ардақ қара, сен қолдамайсың, что балаға зиян. Түсініп тұрмын. Бірақ педофилге ол жақсы ма? Жасаушыға емес. Педофилге жақсы ма ол? Көрушіге жақсы ма не сол сенің ойыңша? Қарашы, зорлық көргенде жаман, түсініп тұрмын. Педофил айтса, мен оған ләззат аламын, сол үшін маған педофилизм жақсы десе, жақсы болып қала ма деймін? Жоқ, болмайды, себебі оның ана құрбаны оған зиян келеді. Сен немен шығарып тұрсың оны? Сен жылай бересің бары қарай енді. Қойсашы. Сен немен шығарып тұрсың оны? Ақылмен ба? Сен жезөкшені не үшін айтып отырсың? Сендерде құдайлардың рұқсат еткенін айтайын ба? Рұқсат еткенін айтайын ба? Ардақ, жезөкшелік не үшін жаман? Не үшін жаман жезөкшелік? Тұра тұр. Вот именно жезөкшелік жаман. Харам етілген, насих мансух деген тема бар. Ардақ, бас тартпаш, тоқташы. Бір кезде рұқсат берілгенін, бірақ қайтадан запрет қойғанын көрсетіп берейін ба саған? Ардақ, не үшін жаман? Жезөкшелік не үшін жаман? Өзің жезөкшелікке кірдің, не үшін жаман? Мен ба жезөкшелікті бірінші айтқан? Сен кішкене мен сенен жаңағы педофилизм, ПДФ-ны айтып жатқан кезде сен жезөкшелік не үшін айттың деді. Даржан, жезөкшелікті бірінші болып көтерген кім екен? Не үшін жаман? Мен айттым, сосын қайттан ПДФ-ны айттық, сосын қайттан сен жезөкшелікті айттың. Не үшін жезөкшелік жаман? Себебі сен қазір айтып отырғаныңа байланысты мен жауап беріп отырмын. Зиян ба? Зиян ғой ол. Ертең бір жезөкше айтса, мен үшін ол пайдалы десеш, мен ақша табамын, ләззат аламын десе, жақсы болып қала ма? Ол аузына неге келгенін сол айта беруі мүмкін, бірақ ол жақсы емес. Ол жаман. Ардақ, жоқ, сен қақтан шығарып тұрсың? Ол да ақылмен шығарып тұр. Ол қақтан шығарып тұрғанды айтайын. Ғылымнан шығарып тұрмын. Ол айтады, мен сақтанам дейді, полный ешқандай маған ауру шықпайды. Жоқ, ештеңе сақтану, рухани тұрғыдан сақтана алмайды ол. Ардақ, қара, сендердің проблемалар мораль субъективті ғой, сен ешкімді сөйламайсың ғой сен. Объективті моральдарыңды дәлелдей алмайсыңдар, не қылып жүрсіңдер, шегірткені қалады. Ақыл бар ма? Мынауың, кішкене қуа бастадың ба? Алжыдың ба?
ақыл бар ма жоқ па? Ақыл бар ма жоқ па? Жоқ, мен түсіндіремін. тоқтат тұршы, кім? Қара, Даржан, маған 2 минут уақыт берші, мен неге ақылды айтып өтініш, Даржан. Даржан айта бер, мен бұнымен сөйлесіп болдым, 9 жасты мойындатқызып жібергенсің ғой. Бірақ 2 минутқа қойып жіберші. Арада 9 жасты мойындатып жібергенсің ғой. Аха, болыпты, молодец. Даже мен қалай айтамын, мен не үшін ақыл бар ма деймін. Негізгі атеисттер, бұлар енді мұсылман ішінен шыққан адамдар ғой. Негізгі атеисттер ақыл жоққа шығарады да детерминизмді алып келеді. Детерминизм деген не ол? Ол просто іс-әрекет. Бүкіл мынау әлем сағат секілді іс-әрекет қана. Детерминизм сенің аятыңда тұр ғой, ей көке. Ардақ, тоқташы. Қара. Детерминизм болса, бүкіл әлем, ақыл бәрі детерминизм болатын болса, біреу зорлап атса да, ол просто іс-әрекет істеп жатыр сен үшін. Біреу бір педофил, бір кішкентай қыз зорлап атса да, ол просто іс-әрекет істеп жатыр сен үшін. Сендер өздерінің ұстанымдарын не екенін білмейсіңдер да, өздерінде не объективті мораль да жоқ. Өздерінде моральды не екенінен нақты түсіндірме де бере де алмайсыңдар. То есть источник та жоқ та. Бізде, Аллаға шүкір, объективті мораль бар. Аллаға шүкір. 2 миллиард мұсылманның бәрінен сұрашы, некесіз қарым-қатынас бола ма десем, барлығы абсолютно харам жоқ деп айтамыз. А сендер оң қақтан аласыңдар, сендерде жоқ қой. Не ақыл жоқ, не логика жоқ, не мораль жоқ, не әдеп жоқ, не адамгершілік жоқ, не адалдық жоқ, не шындық жоқ. Өтірікшісіңдер де таза жүр, сосын ренжисіңдер. Қара, араб болмаса қазақтың не ақылы жоқ, не басқасы жоқ. Қазаққа тіл тигізіп отырған жоқсың ба? Кім айтты олай? Ақымақ кім айтты? Кім айтты олай? Мен қазақта ақыл жоқ деп айттым ба? Қашан айттым? Мен саған айттым. Мен саған айтуым, бүкіл қазаққа айтуым ба? Жарайды, ондай болса, сен араб құл, ПДФ деп айтып жүрген біздер мұсылмандарды сондай айтып жүрсің ғой сен алдында араб құл деп. Онда өзінің атаңды да айт араб құл деп, әкеңді де айт, бауырыңды да. Олар домбыраға қарсы шықпаған. Олар діні қанша жерден айтып тұрса да дәстүрді биік қойған. Жүрген әйеліңді де араб құл деп айт онда. Жоқ. Әйелім араб құл емес. Онда сен жеке маған айт. Сен неге менің әйелім не, мұсылман ба не? Не қуып? Сен әйелің Құдайға сенеді ғой, Ардақ. Мұсылман емес қой ол. Құдайға сене ма? Құдайға сенеді. Бопты да? Қалай бопты да? Қалай ол сонда? Логикаң қалай болып кетті сенің? Бопты, қалай болса солай болып кетті. Короче, не... Қалай болса солай. Тоқтат тыңдашы. Екеуіндікі что-то... Ұрыс болып кетті ма? Ұрыс болып кетті, иә. Бір нормально сөйлесіңдерші. Сұрақ қойық, әп-әдемі әңгіме айтып отырмыз. Жаңа тоқтат, жаңағындай. Жаңа Құдай бар, Құдай жоқ деген темада сөйлесеміз дедіңдер ғой, соны сөйлесіңдер болды. Жоқ, жаңағыны әңгімесін аяқтап тастайық, тағдыр туралы. Аяқталмайды ол, аяқталмайды, тасташы оны, аяқталмайды. Бірақ сұрақ қоям да, мұслим нөлден. Оны Ақылтай ол туралы, тағдыр туралы сөйлесіп тастадық қой өткенде. Жоқ, тұра тұршы енді. Муслим Абу Джахил ма, жоқ па, сұрап көрейін мен. Сұрап көрейін просто. Қара. Такуир сүресі 29 аятта: но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров деп келеді. Такуир сүресінде. Енді маған жауап бер. Даржан, Муслим, мына сұраққа жауап бер. Сен адассақ та өзіміздің еркімізбен адасамыз, тура жолға түссек те өзіміз тура жолға түсеміз дейтін адамсың ба, жоқ па? Иә дедің ба? Иә. Онда сен Абу Джахилсің. Енді мен Құранның тәпсірін ашып оқып берейін. Мен өлкейді. Сен тоқа анау кітаптан оқы, Ардақ, ана жақта жартылай береді тәпсірлердің барлығын. Қара, Құран онлайн руда Ибн Касир айтады. Ара. То есть желание это зависит не от вас, но происходит по воле Аллаха, Господа миров. Дело не обстоит так, что кто захотел, впал в заблуждение, а кто пожелал, встал на правильный путь. Нет, все это зависит от воли Аллаха, Господа миров. Енді қара, Суфьян ат-Саури сказал, когда был ниспослан этот аят, тем из вас, кто желает следовать прямым путем, Абу Джахиль сказал, у него есть выбор. Если мы захотим, то встанем на истинный путь, а если нет, то не встанем. После этого Аллах ниспослал следующий аят. Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах, Господь миров. Сен Абу Джахильсің осы жерден дейді.
Даусым шықты ма Даржан? Менде сәл свет ұстамай қалды бауырым. Шығып тұр, иә. Ардақ, саған сұрақ. Аша қой, жан машин. Ботам. Ардақ, сен қаяқтан алдың тафсирге ақидаға үкім алынады дегенді? Ардақ. Бұл бірінші қателігін. Екінші қателігін. Басқа үкімін алып кеш. Мұслим, басқа үкімін алып кеш. Осы тәпсірдің басқа үкімін алып кел, давай. Ардақ, тоқташы. Бірінші қателігін ақидаға тафсирдің үкім алынбайды. Себебі тафсир деген варианттар, мынау болуы мүмкін, мынау болуы мүмкін деген варианттар береді тафсир деген. Тафсир ешқашан қатығы болмайды. Соответственно, ол құжат болмайды бұған. Екінші, осыған қарама қарсы Құран аяты бар, прикинь. Алла Тағала Каф сүресінің 18-ші аятында айтады Алла Тағала. Не айтады білесің? Кім қаласа қарсы шықсын дейді Ардақ. Сен Абу Жахил болдың ғой. Ой, надандық. Бәрекелді, тәпсірін оқы, давай. Муфассир емес шығарсың, тәпсірін оқы. Зачем маған? Зачем тәпсір дейтін, жынды мынау таза. Ашық қой. Сен надан түсінбей тұрсың ба? Қара. Кім қаласа иман келтірсін, кім қаласа қарсы шықсын, түсінбей тұрсың ба? Анық емес па? Зачем тәпсір деген сөзді мұсылмандар айтады деп ойламаппын мен. Мынау ұят қой. Ғой. Тағы айтам саған, Ардақ, Абу Жахил болмашы. Өзің қабылдамайтын нәрсені біреуге дәлел қылып әкеме деймін. Сен қабылдамайсың ғой оны. Маған Құдай жоқ екенін дәлелдеп берші, Ардақ. Құдай жоқ екенін дәлелдеп берші. Жақсы, дәлелдеп берейін ба? Бұған жауап бере алмадың ғой. Давай, дәлелдеп берейін. Қара, мені тыңдайсың. Бір хадис бар. Айылдың жатырында дейді. Адам не болды? Тыңдамайсың ба не? Ардақ, сен сол хадисті жақсылап оқысан бар ғой. Жасау емес, жазу деп жазылып тұр негізі. Ардақ, Құдай бар ма жоқ па, логикалық түрде дәлелдеші. Не деп дейсің? Ардақ, жазу деп тұр уже. Жасау деп тұрған жоқ, жазу. Жазып алады да, жазып қояды. Жасау деп тұр. Ашшы, жарайды, бір көріп жіберейік, сосын жол екен ма логикалық түрде дәлелде, иә? Иә, қара. Давай. Так, қай хадистер? Хадис таппай қалсың ғой. 318, жала жабу үшін керек болатын 318 хадисті аш. Бухаридегі. Құдай. Давай, сен мына жерден жазу деген сөзді тауып бер. Мен аштым. Сосын тағы бір хадисті алып бер, который соның қасында тұратын. Желает завершить его сотворение деп тұр. Сен оны жазу дедің, давай. Давай, үлкейтші, полный көрінетін еғыш картинканы. Ол алай болады екен ол. Ардақ. Ол алай болады екен, ол былай қоямыз ғой деймін, ә? Қара. Оқы давай. Зачем тапсир деймін, қашама еще. Жынды. Муслим, оқы, муслим, оқы. Айтса шей. Ау. И все это записывается еще в утробе его матери. Ага. Интернет қуды ғой деймін, мынаны, муслим. Менің сөзім ар жақтан естіліп отыр да. Жаласа, ано и все. Бір минут. Ау? Интернетіңді дұрыстап алшы, өтініш. Хорошо, мына жерде былай айтады. Поистине великий и всемогущий Аллах представляет к утробе ангела, который говорит: «О Господь, капля! О Господь, сгусток крови! О Господь, кусочек плоти!» Когда же Аллах желает завершить его сотворение, ангел говорит: «Мальчик или девочка, несчастный или счастливый, каков его удел и срок?» И все это записывается еще в утробе его матери. Қара, енді сен записывается деп тұрған болсаң, о жерде даже 120 күннен кейін де жазылады деп тұр да. Демек жасалмайтын деп тұрсың ғой сен сонда. Демек 120 күннен кейін де біраз уақыт бар деп тұрсың ғой, ұл я қыз болуына. Демек өз-өзіңді қадап отырсың, записывается деп. Біз оны 120 күнге жетпей-ақ біліп қойып отырмыз. Даже, чтоб ты понимал, эко жасатып, жоспарлы түрде ұл я қыз қылып жатырмыз. Ойбай, ғалым. Дұрыс айтасың, Ардақ, енді тыңда енді. Ана екінші хадисті де ашшы, қазір қызық келе жатыр жігіттер. Екіншісін ашшы, екінші хадисті де, Ардақ. Қайсысы нөмір?
40 күн деп ұмытып қалмасай сен жала жабатын хадистеріңді ұмытпасай. Жақсы. Мен хадис оқып бердім. Осы Қай сосын жерде жала? тағы біреу әкеліп жүрдің ғой. Әкемеймін? Ұмытып қалдым. Ардақ тағы біреу бар ғой. 40 күн. 40 күн. О, Сен интернетің нашар все деймін. это деп записывается дейді да. Записывается, жазылады. Вот именно, даже записывается. 120 күннен кейін де біраз уақыт бар, одан кейін барып жасалады дейді да, прикинь. Ақылтай. Мен ақыл өткенде осы хадис туралы сөйлестік қой. Жаппай. Екеуміз осы туралы сөйлестік қой екен. Ардақ, камерамды жабасашы, сен ашқаннан қатты интернеті қалатыр, қысылды, түсінбеймін 20 секундқа қалып қойды мынаның интернеті, Даржан. Микрофон жаба сал да өзің айтқың келгенді айтшы, өтініш. Қатын секілді ренжіп. Интернетің өшіп қалды деймін сенің. Қатын секілді деген несі? Қатындан не көріндің? Қатыннан зардап шегуші әйтеуір бәрі. Бұл хадис туралы өткенде сөйлестік қой, білесің ба? Не деп айттың? Не деп айттың? Сен мына жерде жаңа завершить деген сөзге қадалып тұрдың ғой, яғни Аллах тағала періштені жібермей тұрып, әлі жаратылысты бітірген жоқ, ол ұл ма қыз ба екенін білмей тұрады деген сияқты келтіргің келді ғой. Тура сөйтіп қой, мен келтіріп тұрғам жоқ. Өзі сөйтіп. Енді тыңдасайшы, ангел спросит, ангел ғой сұрайтын Аллахтан, кім деп жазайын, ұл деп жазайын ба, қыз деп жазайын ба, бақытты или бақытсыз қылып жазайын ба деп, тағдырын не деп жазайын деп ангел сұрайды Аллахтан, понимаешь? Көке, когда же Аллах желает завершить его сотворение деп тұр, не қуып отырсың, Даржан, сендер өз қумалсыз. Дұрыс қой, енді қарасайшы, енді Аллах тағала уже тамамдайтын кезде ангелді жібереді. Когда тамамдайтын кезде ангел жібереді. Бірақ ангел білмейді да оның тағдыры не болатынын, қандай болатынын, ұл ма қыз ба болатынын білмейді. Раббысынан сұрайды. Кім деп жазайын деп. Даржан, өтірік айтпашы. Оқысайшы, қайтадан оқысайшы. Міне, Аллах представляет к утробе ангела, который говорит, о Господь, капля, 40 күн өтті ма? О Господь, крови, 40 күн өтті ма? О Господь, кусочек плоти, 40 күн өтті, дұрыс па? Солдан кейін, когда же Аллах желает завершить его сотворение, ангел говорит, мальчик или девочка? Не қуып тұрсың? Затворить болса, немеге сұрау? Осы жерде ангел білмей тұр ғой оның. Осы жерде бір минут, Даржан, Алла мен білмеймін деп тұр ма? Сөз бар ма сондай, Ардақ? Жоқ, Құдай білуші ғой, Білмеймін деп тұрған жоқ, мұслим, успокойся. Ангел спрашивает деп тұр ғой, ангел спрашивает, ангел сұрайды, ангел сұрап тұр, кім деп жазайын деп, Аллахтан сұрап тұр. Потому что Аллах тағала білет, ангел білмейді оның тағдырын. Аллах тағаладан сұрап тұр, не деп жазайын деп. Аллах өзі қалайды да, сотворениесін аяқтауды қалайды да, сөйтіп барып, ұл ма қыз ба деген кезде, ол қыз қылып жатыр да, бұл жерде. Ол записывается деп қойып отыр. Бұл жерде толық завершение қай кезде болады? Утроптың ішінде, когда тағдыры полный жазылған кезде, ол полный завершенный болып саналады, понимаешь? Онда неге Алла завершить еткізіп деп жүр, завершенный нәрсені? Тыңда, потому что тағдыр жазылмаған, еще не завершенный. Ол не полноценный емес. Полноценный вот, когда уж тағдыр полный жазылған кезде, завершенный болады ол. Стадиясы бітеді. Вот именно. Енді бұл жерде... Мальчик или девочка? Тыңда, последний, завершенный, завершать етуге Аллах тағала кімді жіберіп тұр? Періштені жіберіп тұр. Яғни тағдырын жазуға. Енді періште барып тұрып, Аллахтан сұрап тұр. Ұл ма, қыз ба? Өйткені періште өзі білмейді кім деп жазатынын. Бақытты ма, бақытсыз ба? Не деп жазайын? Я Раббым сұрап тұр. Аллах тағала бақытсызды немесе бақытты деп жазайды. Ұл деп жазады, немесе қыз деп жазайды. Потому что Аллах біледі оның қандай болатынын. Бұл жерде түсінбейтін не бар? Мен түсінбеймін сен. Алла онда неге завершенный нәрсені тағы да завершить еткісі келіп тұр? Не оттап кеттіңдер? Тағдыр жазылған жоқ өткені әлі. Тағдыр жазылған жоқ. Не завершенный? Даржан, бетек. Даржан, бұны сұрайықшы, бұл айтады, бірақ күнде біз біле аламыз деп сондай. Аяғында жазып қойған жоқ беді? Не айтып отырсыңдар екеуің? Қалам деген, қалам ғой ол. Жазып қойған жоқ. Тоқтайып тұр, анау лаухул махфуздағы тағдыр жазылған. Лаухул махфуздағы тағдыр ол жазылып қойған. Одай адамның маңдайына жазылатын тағдырлар каждый уже жаратылысқан кезде адам маңдайына тағы да өзінің жеке тағдыр жазылады. Каждый адам. Анау сонда жеке тағдыр емес қой, не айтып кеттің құрсын? Ол общий тағдыр ол. Ол общий тағдыр. Ё-моё, общий тағдыры, жеке тағдыры не болып кетті сендердікі? Өйткені исламның несін білмегеннен кейін, конечно, түсінбегеннен кейін. Даржан, мен дауыс
түсінсең айтпайтын ба едің соны? Если Даржан, перестать- Даржан. Ардақ, бір күнде біле алатынымыз дәлелдесе, сен эфирінде айтып отырың ғой, біз бір-ақ күнде біле аламыз деп. Ей, Білесің маған соны. мынау қуады екен ғой, біз тіпті қазір жоспарлап Болды, жатырмыз, болды. білесің ба? Ол Болды. я қыз екенін жоспарлап жатырмыз, ей. Бір-ақ күнде, сен айттың ғой, жоқ. Сөзінде до конца тұрсай, бір-ақ күнде біле аламыз деген дәлелдеші соны, бір-ақ күнде біле алатын, давай. Мен дәлелдеп тұрмын, Эконың өзі жоспарлайды ол я қыз екенін. Прикинь, алла Эко. жасамай жатыр. Эко 5 күннен кейін ғана біле алады. Маған бір-ақ күнде біле алам деген сөзінде тұрып берші. Ардақ, бош, уақытамашы. Босай, 5 күннен кейін біле алама, Муслим? алаяқ. Муслим, Бір 5 күннен кейін күнде біле біле алама, алама? Ардақ. Ардақ, Мынау бір менімен күннен кейін сөйлесіп біле отырған алама. жоқпын. Бағанағы менің 10 секунд бұрынғы сөзіме жауап беріп отыр. Ардақ, бір күннен кейін біле алама, жоқ па? Алаяқ. Бір күннен кейін біле алама, жоқ па? Соны айтшы маған. Мен саған айтайын, 2 сағаттан кейін ақ біліп бере алады. Біле алмайды. Дәлелде, 2 сағаттан кейін біле алатын дәлелде. Енді қара. Сендер Дәлелде. дәлелде деп айта бермесеш, мен саған дәлелдейін деп отырмын ғой. Қара. Осылай дәлелде сүйенді, маған сенің сөзің керек емес қой. Зачем маған сенің сөзің? Маған ғылымнан әкеп бер, біз 2 сағатта біле алатынымызды. Бұл? Шәуілдеп Анау кісі кіріп та саған, Ардақ саған анау кісі кіріп айтты ғой. Мен сенімен спорға кете алам, кімді алдап отырсыңдар, мен сол салада істеймін деді ғой. Неғып сен елді ақымақ көресің, бір күнде біле аламыз деп. Енді қара. Сендер дән қаламға мынау сөйлете ма мені? Сөйлейді, жарайды, сөйлеші, жылайсың қазір, жарайды. Айтасың, мұсылмандар сөйлетпей қойды мені, деп жарайды сөйлеу. Қара. Сен келесің, Муслим қара. Сүрмей-ақ біліп аламыз деген. Мынау. Қазір болдың ғой. Дән ғылымға қарсы емес деп алып, енді кел. Біле алмайды, дәлелде ал, біле алмайды деп отырсың да. Оған акцент қойып кетейік. Мен 5 күнде біле алады деп тұрмын ғой, ақымақ ғой. Мен бір күнде біле алмайды дегенім ғылымға қарсы деген сөз бар. 120 күннен кейін сотворениесін аяқтап тұр. Не қуып отырсың сен? Жынды мынау таза. 5 күн қайдан 120 күн қайдан? Жаңа саған айтып отыр ғой. Ардақ, пешенесіне жазылады, әрбір адамның жеке бөлек. Ол жерде жасап атқан адам, мысал қарапайым мысал ғой. Сен бір нәрсе жасап атсаң, білесің ғой, ол жайлы толық нәрсе. Неғып қуып отырсың сен? Сен жаңа бір күнде біле аламыз деген дәлелдетпеші, Ардақ. Бір күнде дәлелдейміз деген дәлелдеп. Алла айтып жатыр, сотворениесін, когда желает завершить, ангел сұрайды одан, мальчик ұл бола ма, қыз бола ма деп. Дұрыс. Алла тағала өзі жасап атқаннан кейін өзі жақсы біліп тұр ғой. А пеште білмей тұр. Завершить етіп тұр ма? Завершениесі не де? Мальчик или девочка? Ардақ, астында записать деген сөз саған ештеңке беріп тұрған жоқ па? Ол одан кейін болатын оқиға екенін айтып тұр ғой. Ардақ, саған сұрақ, бір күнде біле алатынымыз дәлелдеп берші. Бош, уақыттамашы. Конечно, біле аламыз. Бол, давай, компьютер жаз, давай, ізде. Давай. Бол. Жынды боқ баған ба. Болсай, бір күнде біле алатынымызды маған ғылыми статьядан әкеп бер. Бол. Былай да. Ғылымда. Қазір этикалық соображениедан оның жатырдағы бірінші күні түскен баланың, жатырға түскен баланың өте кішкентай болғаннан кейін оған зиян тиеді деп біз анықтай алмаймыз деп айтады. Бірақ неше түрлі жағдай болады да, мысалға жол апатынан қаза табуы мүмкін да. Ал анау жол апатына кінәлі адамды мен саған түсіндіріп отырсам, сен неге жағаласып отырсың? Сенің сөзің керек емес. Мен түсіндіріп берем, сосын дәлелін көрсетем осыны. Жоқ, дәлел. Өтірік айтпа, дәлел. Мынауын қоя сал. Сосын ғылым бар ғой. Ардақ қара, сосын ғылым бар ғой, бақытсыз болатын. Мынадай топасты енді қоя саласың ау. Жеке көтте. Қоя саласың ау. Бақытсыз болатындығын ғылым зерттеп бере ала ма? Түспей жатып. Сенің құдайың да бақытты болатын зерттеп бере алмайды. Ардағай, қашан қанша ақшаға жұмыс істеп жатсың, айтшы, білгім келеді, интересно маған. Дініңді сататын. Білмеймін, ешкім дана татпай жатыр қазір жода. Ардақ, құдайды жоққа шығарғанмен, құдайдың қойып қойған заңдылықтарынан шығып кетіп алдың ба? Жоқ, қара, Муслим, қара. Мен жаңа түсіндіріп отырғанымда, мені тоқтатып тастадың да, дәлелді
Маған сенің түсіндіргенің қағаздан, Ардақ, құжаттан сен дедің да. қарашы. Менің Ардақ, түсінігімді сен алмай отырсың да қазір. Ардақ, Демек, сен вообще журналистсің. бетің жоқсың да, потому что сен Маған маған сенікі жауап керек берген емес. жоқсың деп айта алмайсың, потому что маған Ардақ. саған жауап беру үшін мен өзімнің Маған. сөзімді, тілімді қолданып жауап беруім керек. Білесің ба? Маған ғылыми дәлел алып келді, Топас көрсетші. болсаң осы ғой. Топас болсаң осы ғой. Ардақ, бір күнде жынысын біле алатынымызды Ей, дәлелде. ДНК-сын қарайды. XX, Ол XY болды. Соған Қашан? қарап істей салады, болды. Қай айда? Ал өйтіп қарайтын болса, бала өліп қалады. Сол Қай үшін айда? ДТП-дан мысалға бір жазатайым оқиғадан кейін ана жатырындағы баланың жынысын анықтап, сот медициналық сараптама жүргізіледі. Сендер ондайды білмейсіңдер. Мамандықтарың соған кеткен сендердің. Жабайын. Сен зачем авария айтасың? Мен саған нормальный уақытта қарап. Әйел адамды алады да, күйеуі екеуі қосылды, келесі күні біле ала ма, біле алмай ма? Біле алады. Дәлел алып келші, жаныма шейін. Біле алады. Міне айттым жаңа дәлелді. Жоқ, дәлел емес. Сен сөзің маған керек емес. Давай. Нифига себе. Олай, дәлел алып кел. Сен айттың ғой, мен ғылымның адамы, ойбай, ғылым дамытай. Алып келсең ғылымның ішінен дәлелінді. Ардақ. ДНК-сында XX, XY болады. Вот соған қарай ғалымдар біле алады. Ал, бір күннен кейін біле алатын алып муслим. Ардақ, бір күннен кейін біле алатынды алып кел. Бір күнне 2 сағат деп отырмын саған. 2 сағаттан кейін де біле алатын алып келші, жатырға түскен баланыкін, болшы. 2 сағатта біле алады. Чат GPT-ңнен жазасың. Енді сендер сенесіңдер ғой. Алып кел, дәлел. Дәлел, Ардақ. Ардақ Құлтай, дәлел алып кел. Дәлелімді айтып қойдым. Сен қуат екенсің. Дәлел емес, ол қай ғылыми журналдан оқыдың? Ой, талайынан оқыдым. Қайсы? Мал болып қалған соң 9 жасында бойында уже мынандайға көштің ба? Топас болған соң енді кішкене қараш, топас болғаннан кейін сен кішкене ана ғылым білімге қарсы шығып, анау ғылым білімде лабораториядан анықтап жатса, муслим сен отырасың да анықтай алмаса екен. Анықтай алмаса екен, құдайымыз жоққа шығып кетпесе екен деп отырасың да сен. Сайқымазақ болып отыра бере ма? Сайқымазақ. Анандайсың ғой. Муслим, сен просто анандайсың ғой. Ақиқатқа жету үшін емес, өз правотаңды жеткізу үшін талғыласып отыра беретін адамсың ғой. Ардақ, 1 минут. Дәлел алып кел. 1 минут. Екеуін тоқтандыршы, 1 минут. Екеуін тоқтандыршы. Жалпы, ол белгілі ғой, то, что ол бала болу үшін XX болу керек, ол қыз бала болу үшін XY болу керек, наоборот, мен білмеймін. Ол белгілі да, жаңа хромосоманың нелері X болу, немесе Y болу керектен ол белгілі нәрсе. Бірақ конкретно мысалы бала жаңағыдай ұрық, еркектің ұрығы мен әйелдің ұрығы екеуі қосылған кезден бастап 2 сағаттан кейін ол немесе қыз екенін анықтай алатын нақты жоба бар ма? Жоқ, дәлел жоқ, өтірік айтады. Бір күннен кейін бар, ДНК-сын алса болды. Мен Ардақ, соны көрсетші енді. Арзан, мен айтайын. Соны көрсетші. Арзан қара, бұлар бізді сауатсыз дейді ғой, мен айтайын қара. 10-12-ші аптада әйел адамға сол ұрықтың қан екеуі жүріп араласа бастайды ғой, сол кезде ДНК-сынан алады да, әйел адамның несінің қан тамырынан. Сөйтеді ол жатырдың жаңа ұрықтың еркек па әйел екені сол кезде анықталады. Ол кәдімгі естественный зачатие болған кезде. Ал егер экомен істесе 5 күннен кейін біле алады. Мен оқып қарғам. Мынау өтірікші алдында 200 адамды алдап отыр да, 1-ақ күнде біз біле аламыз деп. Не деген бұлай өтірікші бұлар, Микрофонын жабық қойдым, кім ақылтай? Мына қараңдаршы, мынаны жасанды интеллекттен сұрадым. Балаға зиян келсе де деген условияны қойдым. Сөйттім де жатырға түскен сәтінен ДНК-сынан оның ұл я қыз екенін анықтауға бола ма лабораториялық деңгейде дедім. Дұрыс па? Бәріміз көрейік енді. Ақиқат керек болса. Қысқа жауап: иә, ұрықтанған сәттен бастап эмбрионның ДНК-сында оның хромосомалық жынысы XX немесе XY бар. Сондықтан лабораториялық деңгейде оны анықтауға болады. Бірақ әдіске қарай қаупі әртүрлі. Биологиясы қалай? Міне, жыныс ұрықтану кезінде анықталады. XX қыз болады, XY ұл болады. Y хромосомадағы сыры гені болса, ер жыныс дамиды. Демек генетикалық ақпарат бірінші күннен бар. Міне, бірінші күннен деп тұр.
дәлел деп жаңа айқайлап отырдың ғой. Міне лабораториялық әдістер эко кезінде преимплантациялық тест деген бар. Эмбрионның жатырға салынбай тұрып, 3-5 күндік кезеңде бір жасуша алып тексеріледі. Бұл әдіс жыныста 100% дәлдікке жақын анықтай алады. Бірақ бұл табиғи жеткілік емес, тек эко жағдайында деп отыр. Енді қан талдауы нип деп аталады. Ол 7-9 апта. Сендер осыны айтасыңдар, жынды құсап осыны айтасыңдар. Қара беттер. Міне сендерге келтіріп тұрмын. Міне. Не керек саған? Бірінші күннен бар деп тұр. Жоқ, эконың өзінде Алла жасамаса қалай бар мынау? 3-5 күн деп тұр ғой. Я, Алла жасамаса қалай бар мынау? Жауап беріңдер. Ақылтай, тоқтай тұршы. Эконың өзінде де 3-5 күн деп тұр ғой. Әй, ол Екінің эко өзі 3-5 күн жағдайындағы деп тұр ғой. тексеру. Биология, ана лабораториялық жағдайда анықтауды айтып тұрмын. Не қойып отырсыңдар? Ол вообще жатырға түспей тұрғандағы ол экодағы. Қызықсыңдар вообще. Жатырға түспей тұрғандағы жағдай, блин, сендер өздерің көздерің көре ма жалпы? Тұр ғой міне қара, эмбрион жатырға салынбай тұрып, 3-5 күндік кезеңде деп тұр, бір жасуша алып тексеріледі деп тұр. Бұл әдіс жынысты 100% дәлдікке жақын анықтай алады деп тұр. Сендердің бар қазір оттайтындарың 99% ғой, 100 емес қой дегенге келеді, болды. Өстіп әңгіме шешіледі. Жоқ, жарайды ол жынысы анықтала берсін, проблема жоқ. Бұл жерде хадисте тек қана жыныс деп тұрған жоқ қой, біріншіден. Басқасын қайтесің? Жыныс деп тұрған жоқ. Жоқ, проблем жоқ, жыныс ол. Конечно, ол анықтала береді ғой, микроскоппен қарағаннан кейін онда тұрған не бар? Болдыңдар ма, біттіңдер ма? Жынысынан басқа да фактілер бар емес па? Жынысынан да басқа фактілер бар ғой. Жоқ, ол бар ғой, бірақ ол жоққа шығармайды ғой жынысты. Жоқ, жыныс жоққа шығарып тұрған жоқ ешкім. Содан басқа фактілерді анықтай ала ма ғылым? Молодец, Даржан, сен негізі дұрыс жолда айтып отырсың, Басқа факторлар да бар. Жоқ, одан басқасын басқа факторларын анықтай алмайды ғой, болды ғой енді. Дұрыс, аха. Тағдырды анықтай алмаймыз, Сен как будто сендер анықтай алады. Ол енді сенімге құралады да. Ешкім біз анықтаймыз деп тұрған жоқпыз тағдырды. Біз анықтаймыз. Айта қойшы енді. Жыныс не үшін жазылып тұр мына жерде? Не нәрсе жыныс не үшін жазылып тұр? Жынысы ер ме қыз ба деп тұрғанын. Сен қалай түсінесің? Қалай қабылдайсың? Енді ол еркек болып жаратыла ма, қыз болып жаратыла ма? Сол ғой, болды ғой бұл жердегі мәселе. Мойындап тұрсаң болды. Молодец. Мен сенімен келісемін даже, молодец. Ол баста Аллах та оны еркек қылып жарата ма, жоқ әйел жынысты қылып жарата ма деген мәселе ғой, болды, все. Аржан, дауысым естіліп тұр ма сізге? Бәке? Естіліп тұр, Бұл жаңа өзі көрсетіп атқанын өзі түсініп тұрған жоқ қой. Біріншіден, жаңа XXY хромосомалар ол уже жалпы қалыпты жағдайда біздің білетініміз ғой ол. Ал біз қазір сөйлесіп атқан мәселе жатырға ұрық түседі ғой. Жатырға ұрық түскеннен кейін сол ұрық ер бола ма, әйел бола ма, осы мәселесін білу керек болып тұр ғой, дұрыс па, Даржан? Алло. Бәке? Енді бұл өзі жазылып тұр. Егер экомен жатырға түскен болатын болса, ол айтып тұр, біз 5 күнде біле аламыз деп тұр. Ал қалыпты ер мен әйел Ол жатырға түспей тұрып дегенді айтып отырсың сен. 5 күн деген жатырға түспей тұрып, көке. Тоқташы, айтып алайын. Қара. Эко деген жатырға түспей, оны түсініп тұрмын, жақсы. Қарашы түсінайын. Екінші, жаңағы қалыпты жағдаймен қарайтын болсақ, ол 7-9 деп тұр ғой. Сол уақытта ғана ол жатырдағы ұрықтың жынысын сол кезде ғана анықтай алады. Бұлар қалай 1 сағатта, 2 сағатта, 1 күнде қалай анықтап жатыр, айналайын-ау. Сендерге Нобель сыйлығын беру керек қой. Батыстың өзі бұны істей алмайтқан нәрсені сендер мықтысыңдар, ардақ. Сендер бір клиника ашсаңдар, байисыңдар, шын айтам. Муслим, бұл апелляция к незнанию болады. Апелляция к незнанию ол қателік. Сен білмей қалсаң, ол жоқ деген сөз емес. Көрдің ба? Онда тура осыны өзіне де қолданайық та. Сен білімінің жетпеу құдайдың жоқ. Апелляция к незнанию ол. Ардақ. Сонымен 2 сағатта біле аламыз ба, жоқ па, соны айтшы. Жазылып тұр ғой, қазір ғана көрсеттім ғой. Сені интернет өстінде қалды ма? Ол дәлел емес ол. Кет жары бар. Сонда кет жары бар, мен құтыла салам деп ойлап жатсың ба? Ардақ.
Ей, саған 2-2 қоссаң 4 деп айтып отырмын. Сен дәлел емес дейсің. андай Кет жары бар демегенде не деймін сонда? Қыздар бір ренжіп қалады ғой, бүйтмесе кет жары бар. Той сөйтіп айттың ғой, бірақ мені бір нем секілді. Жыласай. Ай, құдай. Арда. Әсет, Дәлелдеше уақыт амашы. Әсет, бүгінге бәрін қойш, сенің ана бұлармен сөйлестіру үшін әдейі өтірік кешірім сұрай салдым дегенің өтті ше, кәдімгідей. Мен сені не үшін кешірім сұраймын, қуасың. Онда мал екеніңді дәлелдедің ғой, онда малсың ғой сен, бетің айтайын. Сен Ардақ. Абайдан кешірім сұрауың керек қой сен, мал. Ардақ қара. Мәселе мынада да ше. Қоя салшы. Біріншіден ше, Құдай жоқ екен. Жап, болды. Құдайдың жоқ екеніне дәлелің бар ма, жоқ па? Дәлел деп тастадым қазір ғана. Құдайдың жоқ екеніне дәлел бар ма, жоқ па? Қазір ғана дәлел деп тастадым. Не дәлел? Менің қазір. Жоқ, дәлел Құдайым емес. 120 күннен кейін жасайын деп жатыр, сен болсаң айтасың, мен 5 күн бір бәле деп жатсың да. Дәлел деп тұрсың ғой өз сөзіңмен. Ардақ, логикалық тұрғыда біреу бір нәрсе жасап жатса, өз жасап жатқан затын жақсырақ біле ма, жоқ сен жақсы білесің ба, Ардақ? Ол өз жасап жатыр деп сен сенсең, ол бар деген сөз ба ол? Ардақ, ол басқа тема, бар жоғы деген басқа тема. Миым ашып кетті мынамен сөйлесем деп. Тоқтай тұр, тыңдап ал енді. Кете берейін ба? Кете бер, сен ешкім ұстап тұрған жоқ. Мәселе мынада. Біз қазір айтып жатқан нәрсе бар ма, жоқ па? Ренжіп қалған ба? Сен ешкім ұстап тұрған жоқ. Ардақ қара. Бірдеңкені бар жоғы және оны жасап жатқан затын біле ма, білмеу екі бөлек категорияда. Егер жасап жатқан нәрсе бар болса, ол жақсырақ біледі. Бірақ ол бар деп сен сенсең, ол бар деген сенің дәлел емес. Дәлел категориясы мен сенің категориясы екі бөлек нәрсе, сен оны ұқпағансың. Сенің білімің шала молда дін бұзар деп осыны айтады. Ардақ, кім бөлді оны? Білім мен сенің категориясын бөлді, кім бөлді? Ғылымда бөлінген нәрсе. Кім бөлді? Мен бөлдім. Ал. Мен қарсымын, значит, объективті болмай қалады ғой, дұрыс па? 2-2-ні қоссаң 4 десем, сен мен қарсымын дейсің. Қалады суды. Кім айтты саған? Кім бөлді, айтшы оны? Жынды болып қалғансың ба, жалпы? Ардақ. Жақсы, ағайын, аман болыңыздар. Біраз отырып Даржан, бала десе, Даржан бар ғой, красавчик. Ризамын саған. Спокойно отырып, ананы просто сөзінен ұстап 9 жасында мойындатып, мынаны да дәлелдеп тастауға мүмкіндік бердің. Ертең бұл эфир шығады ғой, проблемамыз ғой, болды, айтайық. Давай. Рахмет. Давай, аман бол. Даржан, бір-екі бауырлар бар еді, қош жібересіз ба, бауырым? Кімді именно қазір? Мой бос бар еді, бауырлар. Запросты алып тастап едім мен қазір. Болды. Мынандай ғой, Даржан, өзіңіз көріп тұрсыз, абсурд өзі айтқан, негізі бір күнде біле аламыз деген да. Сен оны никак біле алмайсың.